Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Бүгін бізде Куә бол подкаст сіздермен. Куә бол подкасттың кезекті 6-шы шығарылымы. Бұл 6-шы шығарылымда біз қайтадан пікірсайыс әлеміне қайта ораламыз. Яғни бүгінгі біздің тақырып ол пікірсайыс клубтары жайлы болмақ. Әрине сіздермен бірге мен Аслан және де Дәулет Шыңғыс. Дауыс беріп қойсаңдар. Привет. Және де бізде орысша сөз айтып жүрдім ба? Бірінші орысша сөз кетті. Және де бізде осы пікірсайыс әлеміне әйгілі болып табылатын қонағымыз Алтынай Заманбекова. Алтынай, бір барлығына сәлем. Жақсы. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер әлі де біздің каналымызға жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Осы шығарылым ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және де әдеттегідей бізде орысша сөзді кім көп айтады, сол адамды біз шығарамыз, кім орысша сөз көп айтқан. Және де ол не істейді? Жазаланады сіздердің комментарийларыңыз бойынша. Енді сонымен көшейік бірінші сұраққа. Бірінші сұрақ пікірсайыс клубтары. Яғни бірінші біздің қонағымызға қойық. Алтынай, сен өзің пікірсайыс клубыңа, яғни Намат пікірсайыс клубының қазіргі тараптағы ойыншысы болып табылады. Алтынай, соған қалай келдің? Сол жайлы қысқаша айтып берсең. Бірінші подкастқа шақырғандарына рахмет. Өте қызықты болады деген үміттемін. Жалпы Намат клубына 2019 жылы келдім. Басында келем деген ойым мүлдем болмаған. Өйткені мен мектепте болған кезде әртүрлі сондай дискуссияларға қатысатынмын, немесе біріккен ұлттар ұйымы моделіне көп қатыстым. Одан кейін университетке келгенде басқа клубқа барам деген ойым болды. Мүлдем басқа, мүмкін тіл үйренем, немесе басқандай шахмат клубына барам деп ойладым. Бірақ одан кейін менің жан құрбым және осы дебатта тағы да бар Жансия осы клубтың ашылу салтанатына барып көрейік, жай ғана менің қасымда отырып тыңдай сал деп айтты, бір 40 минут. Жарайды деп соған келістім, бардым. Және сол ашылу салтанаты маған өте қатты ұнады, өйткені өте сондай атмосферасы күшті болды. Одан кейін біздің аламниктер шығып, неше түрлі Наматтағы өздерінің тәжірибесі туралы айтқан кезде маған ол қатты ұнады. Одан кейін Жансия сол күні кешке ертең тағы да бір рет барып көрейік деп айтты. Жай қатысты. Жай ғана тағы бір рет барамыз. Бірақ жай ғана лекция болады, ештеңе істемейсің деп айттым. Жарайды деп тағы да бір рет бардым. Одан кейін наматтықтармен сол күні сол бір ойыннан кейін ба, или лекциядан кейін ба таңға дейін отырып сөйлестік, неше түрлі ойын ойнадық. Солай, сол компания ұнағандықтан қалдым деп ойлаймын, бірақ жалпы осылай келем деп ойламаған болған басында. Жақсы. Сен айтасың, былай бізге, яғни көптеген клубтардың ішінен басқа клубтарды барғым келді, бірақ Наматқа келдім, Наматта қалып қойдым. Менің ойымша бізде Алтынай көп жерлерде бас төреші болған, Наматтың президенті болған, көп жерлерде жеңімпазда болған, үздік спикерде болған, яғни дебаттағы нәтижелері жоғары. Қазіргі жас дебатерлардың крашы алып. Көптеген дебатерлардың крашы, дебатер пікірсайысшылардың. Енді осы тұста сені пікірсайыста, менің ойымша ол тек қана таланттан тұрмайды, ол көбінесе еңбектен деп ойлаймын осының барлығы. Қаншалықты талант болса да, сол осы еңбек жолында сені не итермеледі, қандай мотивация болды сенде? Осы пікірсайыс әлемінде енуге, ол жақта дамуға, тағы да басқаға. Өзіңнің сені краш санап жүрген пікірсайысшыларға айтарың қалай жолыңды кішкене түсіндіріп берсең? Барлық жастар қазір лекцияда дәптерлерін алып, сен айтатын сөздерін жазуға дайындалып жатыр. Дәптерлеріңді ашыңдар. Басында мен қалам деп бір-екі рет барғаннан кейін жалпы осы клубтан кетем деп ойладым. Өйткені не аламын, жалпы барлығынан сұраған кезде осы сендерге дебат не берді дегенде көбінің айтатыны жаңағы публика алдында сөйлеу деген сияқты типикалық навыктар болған, сондай қабілеттер. Оның барлығы менде жалпы басқа клубтарда дамытуға болады деп ойлаған сондай кездерім болды. Бірақ одан кейін маған сол наматтықтардың өзі қатты ұнады ғой деймін, көбінесе сол қалай олар бір-бірімен сөйлеседі, қалай уақыт өткізеді, қалай жалпы бір-біріне көмектеседі, әртүрлі сондай моменттер ұнады көбірек. Жалпы одан кейін мотивациям ол, наверное, сол жердегі адамдардың маған қолдауы қатты әсер етті ғой деймін. Өйткені басында мен турнирді өте аз ойнайтын, бір жылы мысалы жылына бір 5 турнир максимум ойнаған шығармын. Бірақ одан кейін, даже сол бірінші жылдан кейін дебатқа қатты қатыспаймын деген ойым болды. Сондай нәрселер болғандықтан
Одан кейін кейбір біздің аламниктер бар, олар жаңағы қатты қолдау көрсетті. Осында қал деген сияқты дебат саған көп нәрсе әлі береді. Сен даже қазір егер ұтылып жатсаң да түк етпейді деген сияқты әңгімелер өте көп болды. Сол әңгімелер мені қалдырды ғой деймін, скорее всего. Сен айтқың келмейді ма, қай адамдар сені нақты әсер еткен сен осы дебаттағы дамуына? Мен көп адамдар болды ғой деймін, бірақ олардың бірнешеуі сол үнемі менімен бірге связьда болды, яғни қолдауды үнемі көрсететін болды. Ол біздің клубтың аламниктары. Бірінші ол Малика Мамирова, көбінесе орыс немесе ағылшынша ойнайтын, лигаларында ағылшынша ойнайтын, бірақ әлі де дебатта бар, сирек болса да. Малика өте қатты көмектесті. Одан кейін Алишер мен Мұхтар, олар яғни өздері де Еуропада өте жақсы дебат көрсетті, жақсы деңгейде. Бірінші жылы әсіресе менің сенімділігім өте төмен болған кезде осы екі адам қатты сондай мотивация берді деп ойлаймын. Яғни түсінгеніміз бойынша сенің клубыңның, клубтастарыңның, сол жердегі адамдардың қолдауының арқасында сен осынша былайша айтқанда өзіңді еңбек етуге, тағы да басқа осы ортада жүруге итермеледің. Енді осы жерден кешір тағы бір сұрақ қоя салайыншы соңғы. Вот Алтынай дебатқа келген кезде мен білуімше басында қазақ лигасында көп болмадың сен. Білмеймін неше жыл, неше уақыт. Вот сен қай уақытта қазақ лигасына келдің, неге қазақ лигасына келуге шештің? Если что, білмейтін адамдарға мен Аслан Шыңғыс үшеуміз де белсенді түрде тек қазақ лигасында ойнауға тырысамыз. Мен кейде арасында Шыңғыс екеуміз орысша ойнадық бір-екі рет. Но в целом жалпы біз қазақ лига спикерлеріміз, Алтынай да қазір өзінің, білмеймін басқа лигаларда қалай, бірақ қазақ лигасының жаңа жұлдызы болып бара жатыр. Жалпы қазақ лигасына мен 2-ші жылдың аяғында келдім. Күлтегін болды сол кезде, 2021 ғой деймін, кажется, карантин кезі еще онлайн күлтегін болды. Маған қазақ лигасына, дәл сол Самат болатын, осы қазақ лигасына қатысып көр, екеуміз сол бірге ойнайық деген сияқты. Маған тоже сол оның әсері көп болды қазақ лигаға келуге. Өйткені басында неге келмедім, неге көбінесе орысша немесе ағылшынша ойнадым, өйткені менде тілдік барьер үлкен болды деп ойлаймын. Яғни дебаттың жалпы әр раунды бұл мен үшін үлкен стресс. Әлі де солай, мысалы, қанша 3 сезон ойнадым, үлкен стресс, және оған тілдік барьер қосылған кезде ол стресс 2 немесе 3 есеге көбейіп кетеді. Одан кейін неге өзім таза қазақша сөйлей алмаймын деген ойлар көбейіп кетеді. Сондықтан сондай моменттерден қорқып жүрдім басында, бірақ одан кейін онлайн болады, барлық ойнайды деп мені осы қазақ лига алып келген Самат болатын. Оған үлкен алғысымды үнемі айтамын, өйткені қазір жалпы өзім қазақша ойнауға өте қатты мотивациям бар, және көптеген қазақша турнирларда ойнаймын. Жалпы сол күлтегін болды. Одан кейін Самат екеуміз Ену капты ойнау керек болғанбыз 21-ші жылы, бірақ Самат бір себептермен ойнай алмайтын болды. Сол кезде біз жай ғана наматтықтармен дискордта отырғанбыз. Дискордта отырған кезде Мұхтар айтты, ол әлі де бір қазақша гранд турнир ойнамадым деп. Және мен айттым, осылай Самат ойнай алмайтын болды, бірге ойнайық деп. Ол бірден келісті, және ары қарай Ену кап болды. Одан кейін Ену капты жеңдіңдер. Ену капты жеңдік. Ол да Ену капта бірінші рет ЛД болды. ЛД қазақша сол. Бірінші раундта мен төреші болған ол кезде. Азамат екеуің қарсы ойнағасыңдар. Ол есінде. Сол ЛД маған тоже жаңа бір опыт болды, тәжірибе. Одан кейін еще АПФ формат болды ол кезде. Кейін АПФ болды. АПФ формат. Бірде солай болды, прикольно. Сол 3 форматты бір турнирда қалай ол 3 формат болады деген ойлар тоже көп болды, бірақ жалпы мен үшін осы 2 турнир өте сондай бір жағымды, күшті опыт болды. Жақсы, бағана айтып жатырмыз, осы мысалы Алтынайдың дамуына да барлық нәрсеге оның клубтастары клубы әсер еткен. Енді осы пікірсайыс клубы жайлы сөйлесіп кетейікші. Мен бірінші бізде пікірсайысты жақсы білмейтін көрермендер үшін пікірсайыс клубы дегенде кішкене бір сипаттап кете салайын. Пікірсайыс клубы ол қандай? Яғни ол белгілі бір университетте болады, мысалы Енудың болуы мүмкін, бірнеше клубтары, немесе Назарбаев университетінде болуы мүмкін. Яғни ол қарапайым студенттердің жиналатын бір клубтары орды. Ол жерде яғни осы дебатерлар, яғни пікірсайысшылар жиналады, аптасына 2 рет өздерінің бір нелері бар, күнтізбесі бар. Сол күнтізбеге байланысты олар жиналады,
сол жерде пікірсайыс раундтарын ойнайды, тренингтер өтеді, бірін бірін дамытады, шыққаннан кейін донер жейді, білмеймін. Солай бірін бірімен ортақ бір туса пайда болады, осы пікірсайыс ортасына, яғни клубтарына сендердің келу тәжірибелерің қандай? Бірінші келген кезде пікірсайыс клубтарын қалай қарсы алды, қандай образда болды, соны кішкене айтып берсеңдер. Енді мен білмеймін нақты Дәулеттің кейсінде қандай екен, бірақ маған басқа қаладан өзге қалаға келген адам ретінде ең алғашқы жақын достардың ортасы болды. Мен мектепті экстерннен бітірдім, яғни 10 мен 11-ші сыныпты бірге қосып, соның кесірінен менің көп достарым мен университетке түскен кезде әлі күнге шейін Шымкентте, әлі күнге шейін олар мектеп оқып жатты, және де мен Астанада жалғыз келдім. Мен ешқандай танысым болмады Астанада, ешқандай досым болмады. Сол кезде дебаттық клуб мен үшін керемет достардың ортасы болды. Неге? Себебі енді Назарбаев университеті ол либерализм аралы болғанмен, ЕНУ ол неше түрлі персонаждардың ортасы. ЕНУда өте консервативный адамдар бар, неше түрлі офниктар бар, неше түрлі адамдар бар. Сондай адамдардың ортасында маған бір өзіме жақын адамдарды іздедім. Сол кезде пікірсайыс клубы менің санамды өте қатты ауыстырды. Себебі мен сол кезде барған кезде бірінші рет хиджаб киіп алып, неге ЛГБТ адамдардың құқықтарын қорғау керек деген түсіндіріп жатқан бір қыздарды естідім да. Сол кезде таң қалғам, қалайша адамдардың әртүрлі ойларды ойлайтын адамдар осы жерде бірге жиналып, әртүрлі ойласа да олар неге қалай дос бола алатынын көрдім. Ол кезде менің санам басқаша ойлайтын. Егер сенің бір ключевой бір ойларың әртүрлі болатын болса, сен араласа алмайсың, жақын дос бола алмайсың. Бірақ пікірсайыс клубы осы менің ойымды қатты өзгертті. Ойлау жүйелері әртүрлі адамдар бір-бірімен қалай дос болып жүргенін көрдім. Олар қалай терең ойланатынын көрдім. Олар қалай сенің бір ойларың үшін сені бірден жамандап тастамайтын, сенімен сөйлесуге, дискуссияға ашық екенін көрдім. Сол мен қатты таң қалдырды осы ортада. Бірінші ары қарай осы ортада менің достарымның әртүрлі ақылды бір нәрсеге ұмтылып жатқан адамдардың ортасы болды. Мен де осы ортаның бір мүшесі болғым келді. Осылай пікірсайыс клубы маған осындай болып көрінді. Мен қалай келдім, иә, сұрақ сондай ғой, иә? Қалай келдің? Клубтың образы қандай еді сен үшін? Окей, мен Астана қаласының баласымын. Ой, оны біледі ғой бәрі айтты. Астанадамын да иә, мен дебат ойнағанды айттым ғой мектепте. Мен дебат мектепте ойнағанда мен Астанада көп турнир ойнамайды негізі, жылына 1-2 турнир ғана болады, бірақ мен типа 80% қатысқан турнирларды жеңдім Астанада мектеп лигасында. Мен в общем звездамын. Еще школьник болған кезде сен білмеймін, оның бәрін қаттырақ қабылдайсың ба, білмеймін. В общем дебаттың королі болып жүрсің ғой. Келдің универге, бірінші курссың. Қайда дебатный клуб деген, қайда кімге чемпион керек деп. Кім мен сияқты счастливый билетті өзіне тартып алады деп. Кәнекей деп. Маған жарысыңдар деп деген сияқты. Сондай өте самоуверенно келдім мен дебатқа. И плюс мен мысалы там Алтынай или Шыңғыс там типа көп выбор болды да, келді ғой дебатқа. Менің кейсімде мен нақты, мен білдім, мен универге келем. Мен дебат клубына барам, студенческий лиганың бір жылда қазақ лигасын бәрін жыртып тастаймын. Бір жылда. Сосын келесі жылы рус лиганы барып жыртамын да. Үшінші курсқа қарай ағылшынша үйренемін, 2 жылда үйреніп тастаймын да. Сөйтіп үшінші курста ағылшынша жыртып мирға кетейін деп жатырмын ғой, короче. Наполеондық жоспар. Иә, мен үлкен, ты че, мен дебатермын ғой. Таза, менің, білмеймін, в общем, маған жаралған ойын. Дебатта Джон Джонспын ғой, короче. Сөйтіп өзім сезініп бардым, парасатқа бардым. Неге парасатқа бардым? Өйткені мен білмеймін неге олай болғанын. Бірақ менің жаңа мектептегі менен жастар үлкен, сыныптар үлкен Дархан, Елдар деген балалар, олар да студенческий лигада ойнап бастаған сол кезде, оқушылар ретінде. И олар маған айтты, парасатқа бар деп, парасат күшті клуб деп. Мен қандай критериймен ол шешкенді білмеймін, бірақ олардың парасатқа бар деп айтты. И мен соны қабылдадым. Окей, значит, парасат топовый клуб, мен топовый клубта болуым керек. Сонда бардым. И бірінші кездері мен өте палықсына өзім ұстадым. Анда тұр, Қанекей деп, мысалы, ортаға шығады, там корт біреу. Ал Қанекей, перваштар, кім ойнайды, кім бір нәрсе етсе, отсың ғой, ближе к делу деген сияқты. Конкретно маған дебат көрсетіңдерші деп. Не мынау ойындарың? Сен сатушы апайсың, сен общагадағы
анау не дейді, вахтершасың, сен общага кеш қалдың, кіру керексің дейді. иә, көндір деп ойындар бар еді. Анау бала бақша ғой мынаның қайда дебат деп, қай форматта ойнаймыз деп отырсың ғой өзінше болып. Еще всякий Олжас дегендер, мен мынау Орыстанған Астананың балаларына деп дәлелдеймін өзімді бір нәрсе дейді, че-то сондай бір смен тұрып, мен осы Астананың Орыстанған баласымын деп сөйтіп өзінше болдым. И бірінші отырыстарда енді ешкім ештеңе білмейді, а мен плюс-минус базам бар, бірақ маңызды мына жерде зат мектеп лигасы мен студенттік лига қазір енді жақындаушылар, бірақ бұрын өте алшақ еді бір-бірінен. Әсіресе Астанада ойын бойынша, бірақ базалық тұрғыда мен білетін едім да, и бірінші отырыстарда ұтатын, короче, барлығын более-менее ұтатын едім да, и дебатқа келмей қойдым, то есть отырыстарға бармай қойдым. Крутойсың. Иә, крутоймын. Сөйтіп ішкі ТН деген турнир болады екен, соған қатысып, ол жерде біз практически абсолют жасап ұтайын дедік, бірақ финалда ұтылып қалдық. Мына жерде углубляться етсек, ұтылып қалдық, өйткені мен бір 6 аргумент айтамын практикалық. Күшті аргументтер айтамын да. А мен жабушымда Нұрсая деген қыз болды, ол принципиальный аргумент айтады да, ұтады мені. Түсінбейсің қалай ұтылып қалғанымды. Не айтты ол жерде? Ол аргументтің нәтижесі қайда деген сияқты бар ғой. Не айтып жатыр деп. Қалай ұтып кеттім мені деп. Бір болмайтын нәрсе айтты деп. Иә, солай мен клубқа келдім. Атмосфера бойынша мені аға буындар білмеймін, мен просто сол кезде өзімнің самооценкамның завышенный болғаннан ба мені менсінгісі келмейді, мен мойындағылар келмейді мыналар деп, маған әдейі төмен ранг беріп жатыр деген ойлар көп болды. И мен мені жүткісі келген аға буындарды, короче, қабылдамадым. И оларға да мен ұнамадым деп ойлаймын, скорее всего. Өзінше болып жүрген бала екен. Бірақ почему-то вот бізде қонақта болған, осыған дейін Айдана Жарылқасын маған Асылға қатты сенетін, почему-то бізге қолдау беруге тырысып, біздің командаға сеніп, давайте сендер жатасыңдар деп. И сосын мен де қадалып, потом басқаша дайындалып өзгердім. ТН қатты мен үшін өзгеріс моменті болды. Егер қалай менде мотивация пайда болды дебат ойнауға деген сұраққа жауап берсем, ТН болады. ТН деген ол осы Астанадағы бірінші курс, барлық клубтың бірінші курстары жиналып турнир ойнайды, и клубтың намысын қорғайды. Сол турнирде Парасат салыстырмалы түрде жақсы көрсеткіш көрсетті. Вроде Ақмырза абсолютпен бірінші орынмен шықты ма, ондай Парасаттың историясында вообще болмады деймін. Бірақ по итогу ұтқан жоқ. Шыңғыс, кстати, сол ТН-ді 1-1 формат, ДЛД форматында жеңді. Мен, в общем, вообще брейк жасаған жоқпын. Бірінші күні ұшып кеттім үйге. И сол кез мен үшін поворотный болды. Өйткені мен ойладым енді навряд ли. И ладно, клубта мені ұнатпайды, мойындағысы келмейді адамдарды. Мен крутоймын деп. Бірақ мен танымайтын судьялар маған жеңіс беріп жатса деп. Яғни менің де бір қате бар шығар деп ойладым да. Сөйтіп, содан бастап өзгердім. И өзіме жаңағындай вызов қойдым. То есть мен дәлелдеймін бәріне ұта алатынымды деп. Содан 3 жыл бойы сол жолда жүрдім. Ағылшын лигасы, әлем чемпионаты, орыс лигасын бәрі жаймен қалып, 3 жыл сол қазақ лигасымен күресіп, қазақ лигасын қатыр болайын дедім. Иә, қазақ лигасында дамып, жай жетістіктерге жетіп сол 3-ші курста, кажется, өзімді дәлелдедім. 2-ші курстың соңында жазда кубок алдым. Сол мезетте менің андай дебатқа деген кішкене суыдым деген суыған жоқ, просто менде андай нездоровая дейді ғой, сондай нездоровая одержимость болды дебатқа. Сол кубок алғаннан кейін кішкене тынышталдым. Бірақ оған дейін осы мотивация бәріне өзімді дәлелдеу болды. И сол әлі сол шлейфпен келе жатырмын, кажется, дебатта ары қарай. Вот. Жас буын кезімізде, бәріміз жас буын болып келдік қой бірінші пікірсайысқа. Осы жас буын кезімізде клубтың беретін несі, яғни клубтағы сенің рөлің кішкене басқаша болады, басында. Мысалы, мен өзімді айтып келейін, бірінші. Мен бірінші жас буын келген кезде ораторға бізде былай болатын, яғни келесің, көптеген балалар отырады, өзіңмен жасты, барлығы студенттер, сен әлі дос таппағансың университетте, сен әлі орта таппағансың, ештеңең жоқ былайша айтқанда. Сен бір басқа бір қаладан келгенсің, сондай баласың. Сонымен осы пікірсайыс клубына келдім ораторға. Қалай келгенін алдында айтып берген сияқтымын бір выпустарда. Ол маңызды емес. Яғни сөйтіп, сол жерде отырдым. Тренинг өтеді дейді қазір. Қандай тренинг түсінбейсің ғой, не болып жатыр, не істейін деп жатырмыз вообще пікірсайыста. Мен примерно білемін пікірсайыс деген не екендігін, яғни шығасың, сөйлейсің біреулермен, сөзбен қырыласың деп ойлап жүрмін ғой. Сол бізде пікірсайыс деп. Яғни сонымен қазір тренинг өтеді деді. Бірінші тарих апталықтарында қатысқансың. Иә, тарих апталықтарында жыртқам мен. Звездамды қойып кетсем. Ойнап жатырмын. Сөйтіп, сонымен бір не болды? Координатор деген нәрсе болады екен. Координатор деген ол сенен 1 жас үлкендер деді. Енді 1 жас үлкен деген онда опыты күшті деп ойлайсың. Олар да вообще
бір потолок деп. Енді шынымен сондай болады, когда сен енді жас болып келген кезде шынымен де бір жас үлкен координаторлар, олар шынында саған үлкен білім бере алады, көп нұсқаулықтар жасай алады, иә. Вот сол координатор деді, солар нені жиналыста ашылды деді, бәрі бүйтіп столды деп ұрады, иә, дебатта. Яғни сол жерде үйренген мынау шапалақ ұрғаннан күштірек сияқты деп. Стол ұрғаннан өзі басқаша сезіледі ғой. Одан кейін бір кезде бағана координатор шықты, бүгін сендерге андай не болады деді, яғни тренинг болады, тренинг өтетін адам, ол деген Астанадағы ең мықты деген студенттердің бірі, ол бірнеше кубоктарды алып тастаған, школьный лигада ойнаған, мақтап жатыр. Енді сен ешқандай жетістігің, нәтижең жоқ. Осындай кезде ойлайсың, ойбай деп, кәдімгідей серьезный адам келеді екен ғой деп. 3-ші курс аға буындарың деп. Жазира өмірзақ деп айтып, бәрі бүй шапалақ ұрып, аға буындар да өздері андай қылады, жан-жақтан бүй шапалақ ұрып сөйтіп тұрады. Сонымен бірге сен де амал шапалақ ұрып, сол бір вайбқа кіріп кетесің, андай бір. Яғни білім мына жақта саған қазір алдыңда үлкен білім бере алатын адам келеді, и сен сол білімді алу керексің деген сияқты сондай бір настрой пайда болады. Сондай настрой пайда болды. Шынымен де Жазира өмірзақ деген біздің аға буынымыз болды. Жазира қазір ол Америкада жүр деп қоясың, не деп айтасың, иә. Сонымен короче сол кісі келді и тренинг беріп бастады. Вроде сол кездегі немен қарағанда, көзқарасымен қарағанда өте күшті болған ол тренинг маған. Себебі жақсы болды да, жақсы тренингтерден жақсы кеңестерден берді. Енді ештеңе білмейтін адам болғаннан кейін маған ол өтті, ол тренинг қатты. Шынымен де күшті деп бүйтіп тыңдап отырдым. Одан кейін дебат ойнайсыңдар деді. Дебат ойнауға бізді бардық. В общем, өтірік былай ойнадық, рангте ештеңе берген жоқ, былай ойнау керек деп былай фидбэк деген, яғни кері байланыс берді төрешілер, аға буындар, сондай болып келді. Одан кейін барып, яғни клубтың ол кездегі бірінші курс кездегі атмосферасы андай еді. Сен жас буынсың, бүкіл вложение саған құйылады, яғни бүкіл дайындық, бүкіл ресурс саған қарастырылған да. Яғни ол кездегі көзқарас бойынша клубтың функциясы ол сені тәрбиелеп шығару, яғни сені пікірсайысқа дайындау, және де білмеймін, тұлға ретінде де кішкене әсер ету шығар, тәртіпке үйрету, тағы да басқа бағанағыдай этикаға бір нәрселерге үйрету, кейбір моменттерде көрінетін ондайда. И одан бөлек сен оны ақтау керексің. Яғни сен тоқтамай дайындалу керексің, мықты бір спикер болып шығу керексің. Осындай бір клубтың несі болған кезде, қатты бір ресурс құятындай мүмкіндігі болған кезде, және де оны жасаған кезде, мен өзім невольно, невольно мен осы кезде, осы жерде әрекет етуге тырыстым. Яғни мен мықты пікірсайысшы болуым керек, мен осыны ұтуым керек, мен ертең ТН-ді алуым керек. Не үшін екен білмеймін, барлығы осы жас буындар турнирінің не қылады, қатты бір көтереді, осы жерде ұтуымыз керек деп қарайды. Ол келген күннен бастап біздің миымызға соны құйып бастады. Яғни сендерде скоро ішкі ТН болады деді, яғни ішкі жас буындар турнирі болады. Сол жерде өздерін көрсете алмасаңдар, сендер сыртқы жас буындар турниріне бармайсыңдар дейді. Менде бірінші мынандай логикалық ой болу керек та, и чё деген же, типа бармасам не болыпты деген сияқты да. Сондай ой болу керек, бірақ менде ондай ой пайда болған жоқ. Себебі менің ойымша, ол жерде саған осындай мүмкіндіктерді беріп тұрған кезде, сен егер өз-өзіңді жақсы көрсете алмасаң, яғни ол сенің әлсіздігіңді көрсетеді. Яғни ол сенің былайша айтқанда потенциалыңның төмен, және де сен оны ешқалай да арттырып жатқан жоқ секілді көрінесің деп, мен осындай сияқты премия алдым өзіме. Оны менің ойымша бүкіл адам алады, өйткені оны неден қарай аламыз, барлығы жас буындар турниріне дайындалады, күнделікті келуге тырысады, жас буындардың барлығы, дайындықтардан қалмауға тырысады, дамытуға тырысады. Осының барлығынан олар осыны сезетін сияқты, шынымен де оларға бір пайдалы бір материал береді, және де осы материалды сен алып өзіңе енгізіп сіңіру керексің. Осылайша сен бір клубтың ішінде бір өзің кішкентай бір орын аласың. Жалпы менде жас буын кезіндегі бірінші клубқа деген көзқарасым осылай пайда болған. Мен дебатқа келген кезде мен жай ғана сөйлей алсам болды деп келген адам, жақсы сөйлей алсам болды деп. Бірақ мен почему-то осы клубтың несіне кіріп кеттім, политикасына. Политикасы клубтың мені мықты пікірсайысшы қылып шығару, и мен соны ақтауға тырысып ары қарай еңбектеніп кеттім сол жолда. Хотя мен оратор болуға еңбектенсем де болатын еді да, яғни қатты бір дебат ойнауға емес, тез жеті минутта сөйлеп тастауға емес, асықпай сөйлеп, пауза ұстап, не ойлайсыңдар деп арасында прикол тығып сөйтіп сөйлеуге де болатын еді, бірақ мен олай жасаған жоқпын да ол жерде. Ол кейіннен өзіме бірге параллельно жүре алатындығын көрдім, бірақ бастапқыда ол клуб политикасына кіріп кеттім. Яғни мен үшін клубтың образы бірінші осындай бір политикаға сені енгізеді, және де соны сені қолдап барынша аямай саған ресурс құятын бір орталық болып есептелді. Сендердің клубтарың немесе сендердің көзқарастарында клуб сендер үшін қандай болып көрінді және де не істеді? Бізде дәл солай болды. Сен айтқан сияқты бәрі солай болды.
басында келгенде жас буындарға назар өте көп, яғни сендерге тренингтарда береді, лекцияларға шақырады, кез келген әлеуметтік желілерде парақшалар немесе чаттар болса үнемі сендерге жазады, келіңдер осыны тыңдаңдар, бүгін бізде осындай аламник лекция береді деген сияқты назар өте көп болды. Одан кейін яғни турнирлар болады деп айтты бізге, ішкі буындар турнирі, ішкі жас буындар турнирі, одан кейін сыртқы болатын, тоже дәл сен айтқан сияқты сондай көзқарас болды, және осындай турнирларға деген үлкен назар қоятындығы, әсіресе сол жас буындар турниріне үлкен назар қоятындығы мені қатты таңғалдырған болатын басында, бірақ одан кейін барлығы сол туралы айта бергендіктен сен де ойлана бастайсың, сол турнирларда ойнасам жақсы болушы еді деген сияқты ойлар пайда болады. Одан кейін сол турнирларға дайындық қатты басталып кетеді, яғни менторство жасайды неше түрлі, қысқы менторство болады, одан кейін көктемгі менторство болады, соның барлығы бір сондай бір қиын, бірақ қызықты атмосфера туғызады, яғни сен сол туралы ойлайсың, сол туралы үнемі саған айтады, жазады, сонда неше түрлі реклама жасайды. Сол бірінші жылы назар бізге өте көп болды, бірақ сол жас буындар турнирі өткеннен кейін біздің координаторлар отырысқа келмеді. Отырысқа біраз уақыттан кейін келді, бірақ өздерің бірдеме жасап алыңдар, өздерің рум жасаңдар, судьяны да өздерің табыңдар деген сондай приколдар айтты. Бірақ біз ойладық, жай ғана әзілдеген шығар деп, бірақ олай болған жоқ. Шынымен де өздері ағылшын лигасына ойнауға кетті де, бізге сендер өздерің егер орысша ойнағыларың келсе, судья тауып алыңдар деп айтты. Біз одан кейін бір судьяны көндірдік, және өзіміз барлығын ұйымдастырдық. Бізге реза да бергісі келген жоқ басында, өздерің тауып алыңдар деп, бірақ одан кейін біз олардан сұрап айту бізге бір резолюция берді. Сол назар қатты төмендеп кетті бірден, бірақ ары қарай да кейде бізге көмектесті, немесе тағы да бір советтер берді, бірақ жалпы осы келген кездегі клубтың барлық назары жас буындарға аударылатындығы бұл бізде де шындық деп ойлаймын. Және жаңағы жас буындар турнирін айтатын болсақ, келген сәттен бастап, екінші аптадан ғой деймін, кажется, бізге айтты, бізде осындай бірнеше клуб бар, мықты әртүрлі лигаларды, соларды міндетті түрде жеңу керек. Одан кейін біздің буынымызда, біздің яғни поколениямызда Парасаттан Элина болды. Осы Элина, ол Алматыдан келді, бірақ оның 2-3 жыл тәжірибесі бар деп бізге айтты. Сендер Элинаны жеңсеңдер күшті болады, ол өте тәжірибелі екенін барлығымыз білеміз, бірақ ол сендердің тендерінде болады, өйткені біздің критерияларымыз осындай деп бізге үнемі сол туралы айтатын. Одан кейін бір күні ішкі бір турнирдің бас төрешісін жариялаған кезде, сол бас төреші болып бізге Элина келді. Яғни өзі жас буын болса да, бас төреші болды, және резолюцияларын қойды, өзі суит етті. Сонда қатты қалдық, қалай жас буын болып, бас төреші болып жүр, бірақ еще бізбен тен ойнайды деген кезде біз үшін сондай бір қызық сезімдер болды. Соны әлі күнге дейін айтып жүреміз. Жалпы сол турнирлерге үлкен назар қойғаны маған қатты ұнамады, өйткені бұл клубта әртүрлі конфликттер туғызғаны рас. Сондай. Біз бір нәрсе қоса аламыз ба, қоса алмаймыз. Мен сұрақ или бар ма қосатын сені осыған бөлесіз? Мысалы, бағанағы мынандай нәрсеге сендер айтсаңдар болады деп. Жоқ, мен сұрақ қояйын деген просто мына жерге. Қоя берейін ба? Қоя бер. Менде 2 сұрақ бар. Бірінші сұрақ, жалпы енді ол клубқа тікелей, және де қазір әсіресе осы маусымда өте үлкен мәселе, ол ТН. Сендердің ойларыңша осы ТН керек па, немесе ол ТН жалпы турнир ретінде өзінің өзектілігін жоғалтты ма, қалай ойлайсыңдар жалпы ТН-ға? Мен жеке өзім ТН керек деп ойлаймын. Себебі өкінішке орай қазір бағанағыдай Алтынайдың кейсіндағыдай координаторлардың жалпы аламниктердің перваштарға внимание бөлетін жалғыз жолы секілді. Альтернативада ол қиындау болуы мүмкін еді, немесе аз бөлетін еді. Мынау жақсы жол секілді, себебі бағана айтқандай ТН ол клубтардың намысы қойылады, ортаға бәрі өздерінің клубтарының мықты болғанын қалайды, және оны анықтайтын бір ғана турнир. Ол себебі өкінішке орай көбісі ұзақ перспективада ойланамайды секілді, вот бізге жақсырақ ұзақ перспективада мықты деп айтып шықса, бәрі қазір алғысы келеді результатты. Сол үшін де балалар көп ресурс құяды, көп балдар дайындайды.
ал бастапқы этапта когда сен келесің, сенде пікірсайыстан кетіп қалуы мүмкінсің. Сол кезде саған бірінші көп внимание бөледі, сен пікірсайыста қалуың үшін саған жазады бағанағыдай ути-пути деп саған айтады, кел дейді. Екіншіден сені көп дайындайды, иә. Оның бәрі бағанағы Аслан мен Алтынайдың сөзінен, ол не үшін? Ол тыйынғаны үшін, иә. Сол үшін де сен осы клубқа привязаться етіп қаласың, осы клубта көп дайындаласың. Сол үшін өкінішке орай балаларды осы пікірсайыс клубына алып келуге, олардың көбірек дайындалуына, скиллдарын арттыруға ең жақсы жол шығар. Бірақ әрине ТН-ді жақсырақ қылу керек, клубизмді азайту керек, ондағы басқа нәрселермен жұмыс жасаса, негізі ТН былай жаман емес турнир деп ойлаймын. Мен ойлаймын просто ТН болмаса да, мен сенем адамдар ТН болмаса да клубты әлі дамыта береді деп. Өйткені бір зат болмаса, сен басқа бір мақсат табасың деп ойлаймын енді алдыға. Жақсы қазіргі кезде жақсы альтернатива ол менің ойымша ол Қазақстан пікірсайыс чемпионаты болуы мүмкін, және де қазіргі турнирлерде жастар алаңы деген бар ғой, көп турнир жасайды пирожтарға. Сондай турнирлер көп болса, әлі де клубтар пирожтарын дайындауға тырысады дегенге мен сенем. Адамдар жынды емес деп үміттеніп па. Бірақ себебі ТН-ның жаңағыдай тым қатты маңызды қылғанына мен екі үлкен мәселе көрдім осы ТН-де. Біріншісі, ол пирожтарға өте үлкен эмоционалды қысым болады. Біздің Парасаттың пирожтарына мен негізі осы сезонда рахмет айтқым келеді, негізі Қазақ лигасына, өйткені олар ұтылса да жақсы ойын өрнен көрсетті деп ойлаймын. Мен әрқашан менің бар ТН-дағы қоятын мақсатым клубқа ол просто позор болмаңдар деген. Достойно ойнап шығыңдар, ұтқан ұтады, ұтылған ұтылады. ТН, особенно ТН, жалпы кез келген турнир ол лотерея дегенде енді 100% лотерея емес, бірақ ол тек қана саған байланысты емес турнирді жеңу. Сондықтан да жақсы өзін ойын ретінде көрсетсең, бұл жеткілікті деп, и Парасаттың пирожтары соны орындады негізі, иә. И мен мысалы турнир бітті, Наматтың командасы жеңді. Мен оларды құттықтаймын шын жүректен. Бірақ сол жерде мен айта берейік, бәрібір маған айта берем. Парасат мен қуандым негізі бар ғой, өйткені біздің команда жеңуге жақын болды. Көп талқылау екі команда арасында болды. Мен молодцы деп ойладым да, болды, молодцы, жарайды, жақсы деп. Бірақ сол мезетте Парасат енді ешқандай шу шығарған жоқ, әйтеуір. Бірақ көңіл күйлер түсіп кеткен. Ешкім пирожқа келіп, ей, молодец деп айтып жатқан біреу жоқ, қандай бар ғой, бәрі қайғы, трагедия болып жатыр ғой. Мен ойладым сол үшін, мына ТН деген мүлдем дұрыс емес деп. Неге пирожтарға сонша қысым түседі деп. Неге сонша ресурс құйылады. Екінші мәселені алтын айтып кетті жаңа, ТН біткеннен кейін бірден барлық пирожтарға бәрі болып кетеді клубта. Келіп жүрсің ба, дайындалған. Мен мысалы, ТН бітті, мен шіріп кеттім ТН-да. Болды, мен дәулетке ноль внимания, дәулетке ноль внимания, мен өз-өзімен дамып дебатер болып кеттім да. Бірақ сондай систематикалық тұрғыда әр қарай бәлкім ТН-дағыдай супер интенсивный емес күні түні. Бірақ мысалы сол екі отырысқа келіп бір тренингтерін беріп жатса, бірақ жыл бойы оның өзі жақсы нәтиже бере алады деп ойлаймын. Сол үшін де ТН-ға негізі альтернатива бар деп ойлаймын. Как минимум, как максимум жалпы ТН-ға деген маңыздылықты төмендету керек деп ойлаймын. Менің ойымша, сен айтып жатқандай, бәріміз айтқан зат, ол ТН-ге дейін дайындық болады, ТН-нен кейін дайындық жоқ дейміз да. Бірақ енді неге ТН-ді алып тастасақ, мүлдем дайындық болады деген осы жерде сұрақ пайда болады. Менің ойымша, ол дайындық болмай қалады, немесе ол әлсіз качествода жүреді. ТН-ді не үшін адамдар көтереді, себебі бағана клубтың намысы. Ал клубтың намысы это әрқайсымыздың жеке өзіміздің ассоциация жасайтын намысымыз да. Яғни, мысалы, оратор намысы тапталса, ол менің намысым тапталған секілді. Парасаттың намысы тапталса, ол дәулеттің намысы деген секілді, Наматтікі Алтынай деген секілді деп бәрін айтып шыға. Осындай, яғни, осындай бір өзіңді байланыстыратын клубтың намысы сенің намысың секілді болады да, сондықтан сен барасың, көмектесесің, дайындайсың. Ал Кутсты алсақ, басқа да ненің жастар финалын тағы да басқаны алсақ, ол жеке адамның намысы. Яғни ол жерде мен өзімді көрсетсем, ол өзімді алып шығамын. Параллельно жай там ораторға сәл әсер етуі мүмкін, бірақ бірінші орында ол менікі, менікі деген секілді. Өйткені ол клуб болып дайындалған жоқпыз, ол жерге клуб болып еңбектенген жоқпыз. Сондықтан ол менікі деген секілді болып қарастырылады. Жастар финалда дәл сондай, жас буын жеңсе, ол жас буындікі, молодец, клуб күшті болды, бірақ айтарлықтай бір не емес,
бүкіл клуб еңбектенеді дейтіндей бір дайындық болмайды оған дейін. Сондықтан менің ойымша ТН әлі де керек, яғни клубтар өздерінің яғни клуб болып бірігетін осындай бір клубтағы бірігудің бір маңызды немесе бір мәні пайда болатын нәрсе ол осындай ТН сияқты турнирдің болуы, хотя бы біреу, иә. СКЧ-ны айтпай ақ қояйық, СКЧ осы жерде өліп кететін шығар барлығымыз. Кезінде бірақ СКЧ-ның өзі қалай дамытқан дебатта. Мысалы ТН ол тек қана жас буындарға бағытталғанда бір жақсы, яғни бір ғана буынға ғана әсер етеді, сондықтан ол бір қатты зат емес секілді. Бізге керек зат ол ТН-дегі бағанағы айтқан токсичностьті немесе нені азайту. Ол үшін мәдениет керек әрбір клубтың, осындай ТН-ге деген мәдениеті керек. Мысалы көпшілігіміз бағанағыдай ТН-ді бірінші орынға қоямыз, дайындаймыз, тағы да басқа деп айтамыз да. Біз де солай болдық. Мысалы біз 3-ші курс кезде біз де айттық, ТН-ге дайындалыңдар, үйтіңдер, ертең сендер біздің клубтың намысы тағы да басқа деп айтып келдік. Бірақ бір күн қалғанда немесе бір апта қалғанда ма есімде жоқ. Біз айттық, болды сендер дайынсыңдар, ары қарай өздерің білесіңдер. ТН-де оттыңдар, қадалдыңдар, ол маңызды емес. Сендер бізге главный керек болғанда, сендер осы күнге шейін дайындалғандарың ары қарай бізге уже маңызды емес. Мүмкін аласыңдар, мүмкін алмайсыңдар, дальше судьба деп айтқан болатынбыз. Мүмкін сондай секілді бізден өнеге жалпы осындай сияқты ма бір нәрсе керек, яғни мүмкін бір уақытша ғана қатты давить ету керек па, кейіннен оларға смягчение беру керек па, когда олар бір волнаға түсіп алады, дайындықтың волнасына түсіп, сол бір кайфына кіріп алғаннан кейін ба, соны тоқтату керек па, мүмкін сондай сияқты бір тәрбие керек сияқты. Және де әрбір клуб өздеріне ана риторика жүргізу керек сияқты. Бізден де басқа клубтар бар, оларға обидно болуы мүмкін бір белгілі бір іс-әрекеттер, высказываниялар немесе жалпы сенің тұрыш жүрісің барлығы сенің басқа адамның эмоционалды әсер етеді. Өзіңді ол адамның орнына қойып көр деген секілді. Яғни осылайша біз егер бір осындай көп пропаганда тарататын болсақ, менің ойымша келесі жылғы ТН-дер намного мягче өтеді. Көп адамдар қорқады. Білмеймін, керісінше одан да топ деп ойлаймын. Келесі жылы көреміз, оны қазірден сақтап қояйық деп. Осы бір нені екі түрлі прогнозды. Менің ойымша сондай более мягче болады, өйткені осындай бір хайвай тағы да басқа шыққаннан кейін енді адамдар кішкене не қылуға тырысатын сияқты, мягкий болуға. Бізге осындай бір менің ойымша мәдениет керек, жалпы ТН-ге байланысты қосымша мәдениеттер. И олар қаттырақ пропагандировать ету керек, как ТН-ге дайындық деген секілді, моральный дайындық, бағанадай мәдени дайындық деген сияқты қосымша жүріп отырса, менің ойымша осындай ТН тағы да басқалар более-менее нормально өтеді. 2022-де былтыр нормально өтті более-менее қазақ лигада. Сондай сияқты өтеді деп ойлаймын. Жалпы ТН-нің өзі мәселе сияқты емес, бірақ оның форматы және жалпы сол ТН-ға деген әр клубтың немесе әр жаңағы адамның или координаторлардың көзқарасы проблема сияқты. Мен жаңағы айтқандардың барлығымен келісем. Жалпы бұрын ТН-ді көбірек қолдайтын, яғни ТН керек, осы барлық ғаламиктер тартамыз, лекция береді деген сияқты ойлар болды. Одан кейін неге ТН-ға альтернатива бар ма жоқ па деген сияқты ойлар болды, жаңағы жастар алаңы туралы мысалы. Бірақ осы жерде қаншалықты осы альтернатива нақты болады дегенде ойлар келеді. Бірақ жалпы осы ТН-нің көбінесе біздің клубқа болған мәселесі және менің өзіме болған мәселе бұл жаңағы форматтың кесірінен, яғни мысалы 4 команда ғана жіберуге болады, 8 спикер жіберуге болады деген сияқты нәрселерден кейін давление өте қысым, яғни өте қатты көбейіп кетеді. Бір кезде әсіресе 2 ай қалғанда, 1 ай қалғанда сол біз үшін үлкен мәселе болды және соның кесірінен мысалы көптеген талантты немесе дебатқа келгісі келген адамдар дебаттан аяғында кетіп қалды, өйткені сол қысымға шыдамады. Және әрі қарай да солай болады деп ойлайтын сияқты, иә, өйткені токсичность көп, клубизм үлкен. Мысалы, мен өзім ТН алдында өте қатты қысым көрдім. Яғни, мысалы, біз Жансаямен көп уақыт бойы бірге ойнап келе жаттық. Яғни, күзде де бірге ойнадық, одан кейін көктемде де бірге ойнаймыз деген жоспар болды. Және бірге ойнайтынымызды үнемі айтатынбыз, бірақ одан кейін ТН-ға 4 күн қалған кезде мені басқа адаммен қойып, сен басқа адаммен ойнайсың, өйткені біз солай шештік деп координаторларымыз айтқанда, біз өте үлкен стресс алдық, және неге деп сұраған кезде, сендер екеулердің ментальный состоянияларың жетпейді деген даже сондай әңгімелер болды. Яғни сендер менталды түрде шыдамайсыңдар ТН-ға, сендер әлсізсіңдер деген нақты сондай заявлениялар болған кезде, ол үлкен стресс және қалай олай айтуға болатындығы даже ақылға қонымсыз сияқты нәрселер. Өйткені олардың бар ойлағаны біздің, яғни осы турнирдан қаншалықты тәжірибе алатындығымыз емес, сол клубтың жеңгені немесе 4 номадтың финалда отырғаны маңызды болды. Сол өте қызық оқиғалар. Сондықтан осы клубизмнің және форматтан мәселе көремін негізінде өзім.
мүмкін тнді қалдырса да басқа кішкене басқа көзқарас тарату және одан кейін мүмкін форматты өзгерту деген сияқты мүмкін сондай нәрселер керек. Яғни бұны нақты қазір кесіп айта алмаймыз ешқайсымыз тн керек емес деп. Мен керек болса да бір заттар керек қосымша, керек емес болса да қосымша тағы да бір заттар керек. Сондай бір заключение. Тағы бір жас альтернатива бар сияқты менің байқағаным, маған ұнады ол. Болды, мәселені асатқа шешпейді, бірақ егер, допустим, клубтың мықты спикерлеріне 3-4 баланы менторить етуге берсе, дайындауға, сол да жақсы зат сияқты. Өйткені мен кейбір балаларды дайындағам, точнее, қазір дайындай қоймаймын. И менде сол балаларға привязка қатты болды да, именно олардың жақсы дебатер болып шығуына көп үлесті қостым да. И ол жерде мақсат олардың тн ұтуы, там ондай болған жоқ мақсат. Просто біздің клубта +2 жақсы дебатер шықса деген мақсат болды да. И бәлкім білмеймін енді, бұл да утопиялар, ол үшін барлық клубтың топчиктары біреуді дайындауға и уақытын құртуға ынталы болу керек. Бірақ жалпы сондай идея тастағым келеді клубтарға, может осылай жақсы спикерлерге бүйтіп балаларды бүйтіп байлап қойып дайындашын аларды деген сияқты. Ол да жақсы жұмыс істей алады негізі. Бірақ ол да білмеймін, тнді алмастырмайтын шығар, бірақ тағы +1 себеп. Онда келесі жылдың бастап көруге болады көптеген клубтарға. Яғни сразу беріп тастайды, тнге дейін дайындайды, может тннен кейін де дайындап жатса, келесі жылдары уже тннің актуальності түсе бастайды. Өйткені оларда всегда нормально дайындайтын адамдар болады, без давки, басқа заттар. Жеке фидбектер бересің и так далее. Өте жақсы зат негізі ментор болу. Одан кейін тннің тағы да бір мәселесі болды, ол жаңағы менторлыққа біраз қатысы бар. Фаворитизм деген пайда болады клубтың ішінде, яғни бір-екі спикерді осы балалар тнді ұтады, осы балалар тнді алады, басқалары финалда болса жақсы, бірақ болмаса түк етпейді деген сияқты ойлар тарай бастайды, және осындай ой немесе әңгімелер бірден тарап кетеді. Мысалы, бір апта ішінде бірден бір фавориттер шығып кетеді сол поколение арасында. Ол да проблема, өйткені басқаларға внимание жетпейді, олар одан кейін сол клубтан шығып кетеді, бармаймын, мені бәрібір онда бағаламайды деген ойлар көп пайда болады. Әрине қалатын адамдар бар, өйткені оларға дебат өзі ұнайды, бірақ сол дебат ұнап тұра сондай қысымға шыдамайтын адамдарға қарау және олардың кетіп қалғаны өте өкінішті мен үшін, өйткені менің көп таныстарым да солай жасады. Сол менторлыққа қатысты, одан кейін оларға күштірек ментор береді, немесе кейбір басқа аға буын соларды фаворит қылып таңдағаннан кейін соларға көбірек внимание жасайды деген сияқты нәрселер тоже кішкене мәселе деп ойлаймын өзім. Бірақ ментор өзім ары қарай келесі жылдары ментор болған кезде сол адамдармен привязкам көбірек болғанына келісем, жаңа Дәулет айтқан сияқты. Олардан ары қарай дамуына, кез келген турнирде ол жас буын емес, уже жас буындықтан өткеннен кейінгі турнирлардың барлығында үнемі олармен ойнағанда, немесе жалпы олардың результаттарына қарайсың, және егер көмек керек болса, үнемі жазуларыңа болады деп айтасың, және олар жазады, сұрайды. Сондай моменттер маған да ұнайды. Мен ойымша ол жақсы идея. Осы жерде біз бірінші жас буын кездегі клуб жайлы сөйлестік қой. Кейіннен клубтың образы қалай өзгерді сендердің көзқарастарында? Бағанада аға буын болып бастағанда, өздерің уже кухняға кіре бастағанда, қалай тамақ істейтінін көріп деген секілді. Осындай кездерде өздеріңнің поведенияларың өзгерді ма, или дәл солай қала бердіңдер ма, сондай секілді бір жалпы өздеріңнің тәжірибелерің қалай болды уже аға буын болып бастағанда? Мен бірінші курста клубта бізде Алжан деген Шарипов Алжан деген бізде пікірсайысшы бар, сол президент болды. Ол негізі жақсы президент болған екен. Уақыт өте келе мен түсіндім, оның жақсы президент болған. Бірақ ол андай шешімдерді қатал қабылдауға тырысатын кей кездерде өзінің жасағанын, айтқанын жасатуға тырысатын, возможно. Өйткені ол солай көретін, әдетте оныкі дұрыс болатын негізі. Бірақ мен сол кезде ашуланатын, неге демократия қайда деп, бәріміздің дауысымызды тыңдайық деп. Неге бәріміз тыңдамасқа деп, әділдік қайда деп. Бірақ кейін, әділдік болса деп. Бірақ кейін мен өзім 3-ші курста өзім президент болмасам да, мен бас тренер болдым да. И бізде парасатта әдетте ол мәселе шығар, бірақ қазір ондай мәселе қатты жоқ. Мысалы президент орыс лигасынан не ағылшын лигасынан болса, ол қазақ лигасына қатты көңіл бөле алмайды. И қатты клубты басқара алмайды қазақ лигасында. Оған бірінші себеп ол клубты білмейді, екіншіден, точнее лиганы, екіншіден оны менсінбейді, то есть ешкім, Мысалы, мені таныса, мойындаса бәрі, бірақ там
сол орыс лигасының баласын біле қойғаннан кейін оны тыңдағысы келмейді. Мен как будто қазақ лигасының президенті сияқты болып кеттім да. Менде де сондай мені де сөйтіп ренжіген болатын маған балалар. Дәулетократия. Дәулетократияны шаршадым деп. Мен дәулетократиядан шаршадым деп. Қалай сендер осындай клубта өмір сүресіңдер, бір нәрсе деп. Бірақ мен де ол кезде мен білмеймін қаншалықты менікі дұрыс болғанын, бірақ ол кезде неге мен ол кезде сондай болдым. Біздің клубта қарайтын болсақ, клубта актив аз болды аға буындардан, и барлығы менің клубтың көпшілігі маған қатысты болды да. Өйткені мен көп келем отырысқа, мен программа жасаймын, мен күртегінге дайындаламын бір нәрсе, и сол үшін де сондай жесткий болуға тырыстым, кажется, білмеймін, есімде жоқ аса қатты. Ол көбісіне ұнады, бірақ мені ұнатпаған адамдар болды. Жалпы сондай конфликттер клубта болды. Бірақ өзімді қалай клубта сезіндім аға буын ретінде, мен жалпы негізі шынымен мен таза дебатқа спортсмен болып келдім. Азартқа толы спортсмен. Маған қызық емес. Отырыс, қандай атмосфера күшті, қандай пост салынып жатыр, оның түсі қызыл ма, көк па, Инстаграм, вообще қызық емес маған. Маған бары керегі перваштар келіп, даже ТН емес негізі, мен мақсатым просто машинкалар дайындау болды. Мықты спикерлер шығару, өзім жырту, и бәрі жыртып жүру керек клубта. Деген бәрі сондай заряженный адамдар тәрбиелеуге тырыстым. Осы кезде, кстати, тоже бізде қызық ситуация болды. Айдана екеуміздің философиямыз екі түрлі болды. Менің философиям мынандай болды. Мен клубқа қазір көп құям, еңбек етем клуб үшін. Кейін клуб әрі қарай басқа біреуге бір нәрсе құю керек. Условно мен қазір тұрып Алтынай дайындаймын, 2 жыл, 3 жыл, 1 жыл дайындаймын плотно. Потом Алтынай уже әрі қарай дайындау керек дебатты. Бірақ менің сол клубқа енгізгім келген система, оны Алжан да енгізгісі келген как раз таки, мен де қатысып тұрғам, көбісіне ұнамайды. И Айдананы да осы кезде сол ұнамайды. Оның ойынша адам клубқа келген кезде оны ешкім клубқа келуге міндеттемейді, оны ешкім міндеттей алмайды қатты баға етуге, ешкім міндеттей алмайды клубты дамытуға, ол оның қалауы, и ол өз қалауын жасау керек. Негізі Айдананікі дұрыс қой, былай жалпы қарасаңдар. Бірақ мен өз жағымнан ойлаймын, и мен негізі қазір клубқа ризам, бірақ сол кезде қиын болды, өйткені мен көп ресурс құйдым клубқа. Бірақ түптің-түбінде как будто парасат көтерілмегендей болды, менің еңбегім вообще просто айдала кетіп қалғандай болды, өйткені мен аға буын кезінде, нақты студент кезінде мықты спикерлер, немесе мықты жас буындар болмаған сияқты, кажется. Парасат просто норм клуб болды, білмеймін, сендерге қандай ощущение болды ол кезде. Бірақ по идее кейін менің философиям ұстанған кейбір адамдар болды. Привет, Саня. И олардың арқасында қазір как будто мен ойымша клуб жақсарып жатыр қазақ лигасында. В общем, білмеймін, мен қандай клубта тек қана осындай дебат тұрғысынан ғана айтып бере аламын. Оның атмосферасы, перваштар мәз болды ма, вообще қызық емес ма. Тек осындай дебаттық составляющий жағын ғана айта аламын. Біздің дебатный клубта ақырда дәулеттердің сияқты мәселе болмаған мүлдем. Дәулетократия бізде изначально кейінгі бірден айтады, бұл клубта демократия ешқандай жоқ деп. Бізде диктаторство деп. Әлгі үшін президентті бізде сайлау жоқ, ешқандай президентті ешкім сайламайды бізде. Бізде аға буындар, аламбектер ақылдасып, мынау более нормально сияқты осы президент болады деп қойып қоя салады. Бізде қаншама жылдар бойы ара клубтың ішінде бір-бірімен жүруге тыйым салынған болатын. Негізі оның барлығы бір себептермен байланысты болған. Бұрын мысалы біздің клубта ондай нелер болмаған, тыйымдар болмаған, бір-бірімен жүруге адамдарға, қыз, жігіт болып. Бірақ бір мәселелер болған, адамдар бір-бірін қызғанып, ұрсып, клубтан көп адамдар кетіп қалған, клуб жабылайын деп қалған кездер болған. Сол үшін алғанда, яғни бұны не үшін айтып отырмын, клубтағы шешімдердің радикалдығын көрсетіп отырмын да. Алатта жоқ, енді бұндай болмау үшін жүруге тыйым саламыз деген секілді қойып қоятын болған. Жалпы біздің клубта көп нәрсе сондай бірден қатал болатын болған. Бізде ондай нәрселерді бірден қойып тастайды. Мынау адам былай, мынау былай деп бізде субординация өте қатты тұғын. Мысалы, міндетті түрде сіз деп сөйлеу керек сөйлегендерге деген секілді сондай атмосферада болады. Бірақ десе де адамдар өте қызық тұғын. Жалпы клубтың атмосферасы басында да енді клубқа келу себеп өз мамандығыма қатысты скиллдар алу үшін, мемлекеттік жергілікті басқару мамандық қой, соған скиллдар алу үшін болды. Ары қарай адамдар қызықтырды, ары қарай дәл солай бағанағы дәулеттің секілді спортивный дух қызықтырды, жеңіске жеткен қандай қызық екенін, онымен ары қарай не болатындығын сол нәрселер қатты қызықтырды. Ары қарай уже екінші курс болған кезде, координатор болған кезде көп міндеттер бола бастады мойынға түсетін, себебі клубқа осы кезде
кабинеттер алу керек екеніне, қандай көп мәселе бар екенін түсіне бастадым, бюрократия қандай көп екенін түсіне бастадым, охранниктермен қалай жұмыс жасау керек екенін түсіне бастадым. Оның бәрі өте қиын еді. Бізде мысалы әсіресе енуда әр жиналысқа күніге болады қағаз алу керек. Ол қағазды алу үшін саған как минимум бір күніңді құртуың керексің. Главный корпуста жүріп, саған қағаз жасатасың, қол қойдыртасың. Оның бәрі өте көп уақыт алатын. Сенде одан бөлек сабағың бар, және көп жағдайда мен үлгермейтін сол қағаздарды жасауға. Және де айтпа. Және де жарайды, бір мәселелер болады сол қағаздарды алуға, мен бір басқа жолдармен сол қағаздарды алатын. Соны мен ұстап алған кездер болатұғын. Жалпы қиындығын осы моменттер, бірақ осы жауапкершіліктерді алып үйрене бастадым. Осы координатор екінші курста координатор болған кезде кабинеттерді алуға, отырыстардың болуына, тағы да басқа нәрселеріне. Жалпы қысқаша плюс-минус осындай. Кстати, біздің парасатты ораторда біздің екінші-үшінші курста ол екі клубта кризиста болды негізі, және де Наматтың бір жарқырап тұрған кезде негізі, сол кезде барлық пероштарынан енді жыртатын еді бәрі. Ал біздің екі клуб, әрине біз енді өлмедік, бірақ менің ощущением бойынша ол кезде біз қатты әлсізірек едік, бізде қиыншылықтар көп болды деймін. Білмеймін, мен келесіңдер ме жоқ па? Бірінші екінші курста сондай еді ғой. Бірінші екінші курс прям қиын еді, сондықтан да біз атмосфераны жаңа парасат деп бар, жаңа парасатты өзіміз жасадық, кажется, жаңа оратор сендер тоже өздерің жасадыңдар. Мен білетін әңгімелер бойынша солай. Енді ораторға байланысты айтатын болсақ, мысалы Шыңғыс координатор болды, президент болды, сондай нелерді, должностьтарды атқарды көбінесе. Және де бірақ мынандай нәрселер болады да клубта. Әрбір адамның өзінің рөлі болады бір моменттерде. Яғни мысалы мен өзімде ондай президент тағы да нәрселер болмаса да, андай заттарды көбірек жасауға тырысатым, яғни өзім предложениялар жасауға тырысатым, яғни былай жасайық, осылай болсын, налай дұрыс болады деген секілді. Мысалы перуаштарға мотивация беруге, сондай сияқты заттардың барлығына, яғни как будто андай болады бір Махатма Ганди сияқты ойнап айтатын. Чина Абылайхан сен бір Қазыбек би осыны. Типа сондай ма, білмеймін әйтеуір болады бір. Андай духовный лидер сияқты болады, сондай сияқты болады, духовный жағынан көп әсер етуге, сондайларға тырысатын. Андай өйткені менде ондай, мысалы Шыңғыста андай проблемалар көп, көбінесе ол бағанадай кабинетті реттеу керек, охранникпен қырылып жүреді ар жақта, сондай сияқты заттар болған кезде, енді по-любому мына жаққа да көңіл бөлу керек, оның бағанадай көбінесе энергия жетпей қалады, уақыт жетпей қалады, сондай сияқты болған кездерде мен мына жақта подстраховать етуге тырысып тұратынмын всегда бағанадай. Ой, ана жаққа кіріп, былай мысалы заседание болып жатады, Чина ар жақта охранникпен қырылып жүрген кезде мен келіп, заседание былай жасаймыз, все деп тренингті кім өте бер деп үйт деген сияқты заттарды жасап сөйтіп жүретінбіз. Сондай сияқты заттар болатын. Жалпы мен осы кезде екінші курс кезім болсын, үшінші курс кезім болсын, әр этаптың өзінің бір конкретно рөлдері болады. Мысалы, екінші курс кезде сен просто пахать ететін адамсың, яғни чернорабочий сияқтысың, как будто бар ғой. То есть сен ешқандай бір үлкен затқа әсер ете алмайсың. Сенің аға буындарың болады, которые үшінші, төртінші курс или аламниктар, солар шешеді, былай болу керек, мынау дұрыс, мына адамды тайынға аламыз, тайынға алмаймыз деген сияқты нәрселерді айтады. Сен отырасың, сен бар суицид деген кезде бар суицид беру керексің, немесе сондай сияқты болып жүресің. Яғни екінші курс кезде сен просто аға буындардың көбінесе служениесіне жүресің, қатты көп нәрсені енгізе алмайсың, тағы да басқа нәрселер жасай алмайсың. Еще сен жас буында емессің, ол кезде бағанадай бүкіл вниманияны, ресурстың бәрін саған құймайды. Сен саған ештеңе құйылмайды, сен просто пахать ететін бір адамсың екінші курс кезде. Менің ойымша осы екінші курс кезде ең көп адамдардың кетіп қалатын кездердің бірі екінші курс кезі болады. Или екінші курсты бітіре салысымен кетіп қалады үшінші курстың басында. Осындай кездер болады, өйткені оларға дым внимания да бөлінбейді. Оларды просто пахать еткізеді тек қана да, сондай заттар болады. Бірақ осы школадан шыдап өткен адамдар намного мықтырақ болады деп ойлаймын. Өйткені олар бағанадай аға буындардың нелерін көреді, мысалы ошибка болса да, ол айтады тағы да басқа, өзінің несі өтпесе де, бағанадай сөзі өте алмаса да, болашаққа ол өзінде не қойып қояды, яғни қателікті былай жасамау керек, осылай жасау керек деген сияқты ол опыт алып жүреді екінші курс кезінде. Ол өйткені енді кухняға кіріп жүр ғой, яғни бірден алып ол үшінші курс секілді шешімдер шығаратын болса, может ол тупой шешімдер шығаратын еді, может ол дұрыс емес шешімдер шығаратын еді. Осындай сияқты заттар жасау мүмкін еді, сол үшін оған көбірек көру керек, білу керек. Сондықтан екінші курс кезінде шынымен де мүмкін шешім шығаратындай бір деңгейде болмаған шығар көп адамдар. Одан кейін үшінші курс кезінде сен уже кішкене андай, бір влияниең болады, бағанадай. Қаласаң дәулетократия жасайсың. Махатма Ганди. Ганди бола бастайсың уже. Қаласаң дәулетократия жасайсың.
сондай сияқты да. То есть үшінші курс кезде мысалы егер төртінші курстар қатты активный болмаса, тағы да болмаса, осы ядро үшінші курстарда пайда болады, яғни ядросы солар болады, бүкіл направленияны солар қояды, осындай сияқты заттар жасайды. Осы үшінші курс болған кезде осы кезде толық түсінесің клубтың бүкіл состояниясын, яғни втораштардың кейбір моменттерде көп жаловаться етіп өздері көп нәрсе істегісі келмейтіндігін де түсінесің. Перваштардың да бағанағыдай қалай мотивировать ету керек, олардың шынымен де келген кезде қандай білім беру керек, тағы да басқаны дұрыс түсіне бастайсың. Және де өзіңнің де осы күнге шейін, яғни бірінші, екінші курстарда или әттеген-ай мен дайындалмаппын ғой деген сияқты өкініш пайда болады, или осы кезде мысалы пахат етіп едім, осы кезде өз-өзімді дамытуға тырысып едім, сол күшті әсер етті деген секілді осындай бір сезім болатын секілді. Яғни енді бұны мен просто как ешқандай должностьта отырмаған үшінші курс ретінде айтып отыр, үшінші курс немесе төртінші курс, яғни Аланбек аға буын болған адам ретінде айтып отырмын. Бірақ енді президенттердің көзқарастары білмеймін, мына жерде президенттер отыр, бас төрешілер отыр, бас тренер, сондай сияқты адамдар отыр. Ой, мен дәулетократпын ғой, иә, дәулетократ жасай салатсың енді. Жалпы менің көзқарасым сондай болды, әрбір уақыттың өзінің бір кезі болады, и сол кезде сен белгілі бір функцияны атқарасың. Алтынай айтатындай, Алтынай президент болды. Президент болды, наматтың қалай болды системасы. Оңайырақ қой, охранникпен қырылмайсың. Біз негізде қырыламыз охранниктермен. Да? Иә, бізде мен дебаттың клубтың образы келгеннен бастап және екінші, үшінші жылы қатты өзгермеді. Келген кезде клубтың қандай болатындығын шамамен білдім, және ары қарай сондай болатындығы солай болатындығын да білдім, сондықтан қатты ондай проблема болған жоқ. Басында келген кезде адамдар көбінесе сол өте активный адамдардың барлығы жалпы дебат ойнаймыз, жеңеміз деген сияқты болды. Одан кейін бізде де токсичность деген проблема өте жоғары деңгейде болды. Одан кейін тағы да неше түрлі мәселелер болды. Жалпы аға буынның влияниесі өте жоғары болды бірінші жылы келген кезде. Сондай нәрселер бізде болған жас буын ретінде көрдім, және ары қарай да солай болатын шығар деген ойлар болды. Сондықтан образ қатты өзгерген жоқ. Бірақ жалпы егер өзімнің осы намат туралы қалай координатор болғандығым туралы айтсам, екінші жылы мен координатор болдым, яғни орыс лигасында Тілеухан екеуміз бірге координатор болдық. Одан кейін біз үшінші жылы мен президент болдым, яғни менің координаторлығымда, президенттігімде өкінішке орай онлайн өтті. Яғни негізінде өте қатты офлайн болғанын қаладым, өйткені офлайнда менің ойымша қызығырақ, яғни адамдармен көбірек бірге уақыт өткізесің, турнирларға барасың, өзінің бір қызығы көбірек та. Былай онлайн болғандықтан біз өте қатты тырыстық, яғни қызықты болсын, көбірек жас буындар жинайық деп, бірақ әлі де сондай кішкене өкініш бар. Жалпы координатор болған кезде жауапкершіліктің көбейгендігі, жоғарылағандығы бірден сезінеді. Бірақ менің ойымша, осы координатор, біз 6 адам координатор болдық, яғни 2 орыс лигасында, 2 қазақ лигасында және 2 ағылшын лигасында. Соның 6-ның 5-еуі өте, яғни беріліп тұрып жұмыс істеді деп айтуға болады. Өйткені бір координатор бірден бола алмайтындығын бірнеше айдан кейін бізге айтты, бірақ қалғандардың барлығымен біз топтық жұмыс бізде жақсы болды деп ойлаймын. Сондықтан жауапкершілік те көп болғанымен біз жалпы өте қатты мәселе туғызған жоқ. Біз ешқашан біз жақтан барлығы жақсы болды деп ойлаймын, және сол үшін біздің президентіміз болған Нұрланға мына жерде алғыс айтқым келеді. Өйткені бізге рөлдерді бөліп беруді, менеджерлік жағынан Нұрлан өте жақсы осындай нәрселерді жасаған болатын, және мен үшін бұл үлкен тәжірибе болды. Одан кейін президент болғанда маған тағы да жеңілірек болды. Өйткені қалай координаторлар жұмыс істеу керек екенін мен білдім. Бізде одан кейін чейр деген нәрселер бар, яғни пиар бойынша, одан кейін жаңағы тренерство бойынша әртүрлі чейрлер бар. Олардың рөлдері бөлек, олармен қалай жұмыс істеу керек екендігін, жеке индивидуалды подход қалай табу керек екендігін барлығын сол жерден координатор болған кезде көргем. Сондықтан біраз оңайырақ болды үшінші жылы. Әртүрлі әрине кризистер болды, бірақ ол қатты одан кейін қатты негативті бір жаман сезім қалдырмады деп ойлаймын ең аяғында. Иә, біз мына жерде президент координатор болу қиын және де жаман деп айтып тастадық қой, бірақ негізі пайдалары бар. Мен бір пайда глобалды негізі ол сенің қабілеттеріңді жақсы арттыратын сияқты. Мысалы менеджмент жағынан және де психология жағынан жақсы дамитын сияқты. Бұл саған жақсы платформа. Мысалы сен менеджер ретінде бір клубты дамыту керексің, как будто кейс саған беріледі, и сен соны орындау керексің. Бірақ егер сен мысалы нашар президент болсаң, глобалды тұрғыда
ештеңе енді өмір қуып жатып кетпейді ғой. Мысалы сен президент болып жаман қате жасасаң мемлекеттің, иә, ол үлкен катастрофа, бірақ клуб ретінде ол былай жалпы әлем ретінде қарасақ ол үлкен катастрофа емес. Сондықтан да жақсы тәжірибе и психология тұрғысынан пирожтармен сөйлесу, жалпы кіммен де сөйлессең де адамға подход табуға тырысу деген сияқты, сол жағынан негізі жақсы қабілеттер алуға болады. Иә, мен өте қатты келісемін, өйткені жаңағы мен үшін осы президентство және координаторство және жалпы наматтағы 3 сезоным, яғни өмірлік мектеп сияқты болды. Өйткені мектептегі басқа жасаған әртүрлі мерекелер және мероприятиялар неше түрлі ол басқа, бірақ универге келіп осындай клубқа келген кезде ол мүлдем басқа опыт, және басқа адамдардың алдында сен жауапкершілікті көбірек сезінесің, және әсіресе уақытпен жұмыс жасау, яғни уақытылы, барлығына жауапкершілікпен қарау деген сияқты нәрселер менің ойымша өте маңызды және пайдалы болды. Сондай барлығы сұрайды ғой кейде, координаторствоға барайын ба, немесе президент болайын ба деп кейде сондай сұрақтар болған кезде, менің ойымша осындай егер тәжірибе керек болса, міндетті түрде бару керек, және өзім сондай үнемі өзімнің опытымды айтамын, және менің опытым көбінесе позитивті. Осындай. Күшті. Жарайды, келесі мысалы мынандай не бар да, мәселе. Мысалы, жас буындар клубтарға келген кезде иерархияға түседі, иә? Бірінші бір иерархияға түседі. Мысалы, аға буындарға аға әпке деп айт, или сіз деп сөйле кем дегенде, иә? Осындай сияқты заттар болады. Сендер осыған қалай қарайсыңдар? Осындай бір иерархиялық нелер керек па? Шектеулер. Ол может либералдық Арал Назарбаев университетінде керек емес, бірақ Еуразиялық университетінде керек деп ойлаймын. Себебі басында саған клубқа неше түрлі адамдар келуі мүмкін, неше түрлі отморозктар келуі мүмкін, келіп алып андайда қыздарға подкаст жасап былшып мал болып жүретін адамдар келуі мүмкін да. Сондай адамдар бірден отсечіп тастау үшін жесткий иерархия керек басында. Ол тәртіп осындай, осылай жасау керек, осылай жасаймыз деп қойып тастайсың белгілі бір тәртіптер. Сондай кезде неадекватный адамдар, немесе қатты импульсивный, өзінің қоғамда дұрыс істей алмайтын адамдар кішкене шығып кетеді клубтан. Біздің университетте өкінішке қуанышқа орай ол нәрсе керек деп ойлаймын басында. Кейінгі этаптарда енді жақсы араласып бара жатсаң, дос болып жатсаң, әрине араласып кете аласың. Мысалы, Ақылжанмен де бізде сондай, ол басында бізге пирож болып келді, бірақ кейін онымен дос болып араласып кетті. Бірақ бастапқы этапында ең бірінші кезінде иерархия өте керек деп ойлаймын. Ары қарай да бірақ кейін жұмысты ұйымдастырған моменттерде, когда сенде иерархия болады, сен белгілі бір нәрселерді, белгілі бір тапсырма бөлу керек болса, уақыт бөлу керек болса, кішкене саған оңайырақ бөлу керек. Егер сен басынан бастап бәрін бірден дос ретінде араласайық десең, бәрін бірдей қалыптасып қалса, дәулетократия керек емес бізге деп айтатын адамдар көбейіп кетеді да. Ол кезде саған жұмысты ұйымдастыру қиынырақ болады. Егер келген кезде басынан бастап бізде тәртіп осындай, иерархия бар осындай деген кезде, сен белгілі бір тапсырмаларды берген кезде, немесе белгілі бір жұмысты осылай жасайық деген кезде, көп адам жақсы деп айту мүмкіншілігі көп еді. Сол үшін де бастапқы этаптарында ол керек нәрсе деп ойлаймын. Как всегда, Дәулетте басқаша ой. Мен керек емес деп ойлаймын. Ол жерде сіз деп айтудан бөлек, бұл жердегі мен түсінемін, егер де адамдар сіз деп бір-біріне, сіз, мысалы мен Чинаға сіз деймін, ол да маған сіз десе, о, Дәулет мырза, сөйтіп сөйлесек, мен оны қабылдаймын, бірақ адамға сен сіз деп сөйлейсің, сен оны танымайсың, ол саған сен деп сөйлеп саған бір нәрселер жасатқызуға тырысса, маған ол ұнамайды негізі. Өйткені ол как будто бір жақты сыйластық, бұл жерде иерархия маған именно сіз деген сөзге тірелген кезде маған ол мүлдем ұнамайды. Немесе аға деп айтқызу, меніңше бұның барлығы шынайы жүру керек, сенің қалауымен болу керек, олай айту деген сияқты, бірақ ол қатты глобалды маған қатты қиын болған жоқ, олай сөйлесті, мен ол адаммен сөйлесем, маған да көбісі аға деп айтады, мен оларға айтпай қой десем, олар маған айтады, мен бірақ ана жерде сен неге маған аға деп айтасың деп олар ашуланбаймын, бірақ маған просто жағымсыз ол нәрсе, оңай қоймайды. Мен дейді өйткені менде мынандай көзқарас, мен біреуді сыйлау үшін, және мені де біреу сыйлау үшін, мен оған сыйлы болуымды дәлелдеуім керек та, сен мені сыйлау керексің, мен саған бір нәрсе бере аламын деген сияқты, и сәйкесінше маған да біреу түсіндіру керек та, неге мен оны сөйтіп сыйлау керекпін, ол маған сен деп, мен оған сіз деп сөйлейтіндей. Мен солай ойлаймын. Ал жаңағы иерархия, жаңағы неше түрлі балалардың келуі дегенде мен басқаша шешуге тырысам, ол мен сіз деп маған сөйлемесе де адамды сыйлатуға болады деп ойлаймын. Өйткені мысалы пирожтар клубқа келеді, мысалы маған тараштар сен деп сөйлейді барлығы, бірақ олардың барлығы
просто иә бұл шынайы өмір емес айтып жатырмын иә, бірақ олардың барлығы мені сыйлайды менің бұрынғы іс әрекеттерім үшін иә. Мен мысалы көп кубок ұттар ұттым, клубтың дамуына әсер еттім иә. Егер де мысалы маған біреу құтырып жатса немесе клубқа біреу құтыратын болса, жаңағы орта ол бәрібір ол адамды шығарып тастайды. Өйткені оны ешкім қабылдамайды. Сен қуасың ба, сенімен араласқысы келмейді иә. Тіпті агрессия танытпаса да ол адаммен араласпау иә, оны бір жерге шақырмау и так далее. Ол адамды екі жолға келеді. Бірінші немесе ол тартылып түзелуге тырысады, екіншіден ол дәулетократияға жол жоқ деп шығып кетеді деп па, ойнап айтамын. Ал дәулетократияға қатысты ол адамдар маған сен деп сөйлегеннен болды деп ойламаймын. Дәулетократия просто сол жылы сондай бір индивидтер келді, плюс парасат андай демократичность андай дұрыс емес, андай демократия тәртіп бар жерде ғана болады деп бір күшті кісі айтқан. Тәртіп бар жерде ғана демократия болады. Ол андай какой-то хаотичный демократия болды. Мүлдем демократияға сай емес, өйткені то есть ол жерде сондай заттар айтылған клубтың ішінде. Давайте шешім қабылдаған кезде барлығы дауыс берсін деген сияқты иә. Мен ондай заттарды қолдамаймын. Мысалы, бірінші курстың баласы клубтың систематикалық бір мәселелерін шешуге атсалыспау керек иә, ол өйткені ештеңе білмейді клуб жайлы. Оның білімі жетпейді деген сияқты. Как мысалы сайлауға қатысқан кезде балаға ешкім айтпайды ғой дауыс бер деп. Сондай сияқты. Бірақ жалпы иерархия тұрғысында аға деп сөйлету немесе сіз деп айту ол жақсы иә, ол егер де адам шын ниетімен қаласа ол жақсы. Екі жақтан сыйластық болса ол жақсы, просто по дефолту олай болғаны маған ұнамайды негізі вот. Мен қатты таңғалғам, басқа осы қазақ лигасына келген кезде басқа клубтың мүшелері, яғни мүмкін жас буын шығар, бірақ жас буын емес сияқты менің ойымша барлығы сіз деп сөйлеп бастағанда, өйткені мен әлі студентпін, әлі өзім сол кезде екінші, үшінші курста болғанда, бірақ маған да сіз деп сөйлеген сол маған ыңғайсыздық тудырған негізінде басында. Мен үнемі айтатын маған сен деп сөйлеңдерші, өтінемін деп. Сондай бір қызық сезімдер болған, бірақ жалпы. Айта бер. Жалпы иерархия туралы айтайын дегем. Бізде иерархия бар негізінде, бірақ ол жаңағы мүмкін оратормен салыстырған кезде азырақ деп ойлаймын. Сол сыйластық болғаны менің ойымша өте дұрыс, бірақ жалпы қатты бір иерархия болған кезде ол басқа адамдарға көп адамдарға ыңғайсыздық тудыратын сондай бір қызық сезімдер болатын сияқты. Өзім қатты иерархия болды деп айта алмаймын. Мен жас болған кезде я президентті көргенде немесе координаторларды көргенде солар айтқаны дұрыс шығар деген ойлар пайда болады, және солардың влияниясы жоғары болғаны рас, бірақ бір қысым көрсетіп немесе бір сондай қатты иерархияның кесірінен кетіп жатқан адамдарды көрмедім. Бірақ менің естуімше бұрын Наматта өте қатты иерархия болатын, яғни біз келмей тұрып, мысалы сендердің поколенияларың болған кезде, келген кезде басқа аға буындар қатты әсер беріп, сол иерархияның өте жоғары деңгейі болғанын естіген, бірақ одан кейін одан алыстап кеткен сияқтымыз, менің ойымша. Бірақ мен жаңа айтып ғой, сіз деген жаман анау мынау деп. Бірақ маған парасатта көбісі Дәулет ағай деп сөйлейді, кейбірі Дәулет Нұркен ағай дейтіндер де бар. Турнирға келген кезде Наматтың балалары, қалайсың Дәулет деп сөйлеген кезде, андай біртүрлі сезінемін өзімді барып, қалай сен маған сіз деп айтпайсың деген сияқты бар ғой. Чисто іштей сондай болады, бірақ дұрыс қой негізі оныкі, вот сондай прикол бар, поэтому мен кішкене лицемермін. Менің көзқарасым бойынша бағанағы бір сөзбен келісем, демократия тәртіп бар жерде ғана болады деген секілді, яғни кез келген жерде даму үшін тәртіп керек. Ал осындай дебатный клубтарда тәртіпті ұйымдастыру өте қиын. Неге? Себебі адамдар ақша төлеп келмейді ол жерде, ешкім ақша төлеп келіп жатқан жоқ. Сондықтан ақша төлеп келмегеннен кейін олар бір отырмайды, білім алайын, анау деген секілді, ешқандай олар ештеңе жертва етіп жатқан жоқ. Сондықтан ол жерге былай тыныш отыр, немесе олай прикол ұстама, токсичный болма дегендерге адамдардың көнуі қиынырақ деп ойлаймын. Солай қиынырақ болады. И одан кейін сол себептен бірінші келген кейін де, яғни жалпы клубтың функционированиясы жақсы болу үшін иерархия по-любому болу керек деп ойлаймын. Ол бағанадай сіз, аға деген заттар, олар қосымша заттар, яғни қосымша дегенде олар барьер туғызып беретін заттар. Яғни барьер туғызып, осы барьерда екі түрлі жақсы жағы бар, жаман жағы бар. Жаман жағы мүмкін біреулерге ыңғайсыз тағы да басқа, бірақ ондай ыңғайсыз тағы да басқа болғанмен адамдар онымен справляться ете алады. Өйткені көбінесе дебатқа шынымен де дамимын немесе сыйластығы мол адамдар келетін болса, оларға мүлдем проблема емес, ол сыйласып жүре береді. Я кішкене ыңғайсыздық тудыратын шығар, ой, мынау да студент қой деген секілді ыңғайсыздық тудыратын шығар, бірақ менің ойымша қатты бағанадай қиналып мен болды осы үшін клубтан кетуім керек дейтіндей бір ауыр зат болмайды. Өйткені адамдар базовый
тұрғыда ол сыйластықты біледі иә, өйткені олар бағанадай шынымен де культурный адамдар болады көбінесе, шынында да интеллектуальный адамдар болғандықтан сыйластық оларға қиын емес. Менің өзім де өзіммен жасты, өзіммен кішкентай адамдарға сіз деп сөйлеп немесе бағанадай қалай еді, ханым мырза деген сияқты сондай бір сөздерді айтатынбыз сондай сияқты сөздер айтқаннан кейін олар мен үшін қатты проблематично болмайтыны, қаншалықты эгом қатты болса да сондықтан ол қатты проблематично емес деп қараймын именно ол адамдар үшін қатты страдать етпейді. Бірақ біз қандай плюс аламыз бір жағынан алатын плюсымыз біз бағанағыдай токсичный орта создавать ететін адамдарды отсеивать ету оңайырақ болады. Неге? Себебі анау барьер, сіз деп тұратын барьер саған прикол ұстауға қиынырақ. Сіз бүйтесіз ба деген сияқты нәрселерді айту қиынырақ деп ойлаймын. Менің ойымша ондай заттарды прикол ұстау, оларға бағанадай қарсы шығу, тағы да құтыру деген сияқты заттар қиынырақ. Иә, ол бір адамдарға оңай типа сен деп айтсаң да прикол ұстай бере алады ғой, немесе тағы да басқа ғой деген сияқты нәрселер болуы мүмкін. Или оларды да сен деп айтқан күннің өзінде де олар тынышталдыруға болады деп айту мүмкін. Оны бірақ кім тынышталдыра алады? Шынымен де клубта бір ғана немесе екі ғана адам бар, который авторитеті мықты, солар ғана тынышталдыра алуы мүмкін. Бірақ клубта басқа да функционер етіп жатқан қаншама адам бар, еңбек етіп жатқан, көзге көрінбейтін, кейбір мысалы қарапайым втораштары болып жүреді, бағанадай су тасып бір нәрсе істеп жүреді. Оларда мысалы мынау суды тас жерге жүріңдерші, көмектесіп деген сияқты нәрселер айту мүмкін мысалы ана балаларға, сол кезде оларды сыйлау керек, оларды да тыңдау керек, оларға да көмек беру керек. Неге? Себебі олар да составляющий осы клубтың. Яғни олар болмаса көптеген черный работалар немесе басқа да одан да бөлек мысалы менторский кішкене судейский работалар жақсы жүре алмайды деп ойлаймын мен. Өйткені адамдардың көпшілігі осы клубта әртүрлі рөлдер ойнайды және де олардың әрқайсысының рөлі маңызды. Сондықтан осы рөлдер жақсырақ ойналу үшін олар шынымен де еңбек етіп отыр ғой, жалпы осы клубтың бағанада анау первашсың нормальный комфортный условияда отыру үшін, тренинг көру үшін, тыңдау үшін, білім алу үшін еңбек етіп отыр. Сондықтан менің ойымша по дефолту сыйлап жатқан жоқ, ол оның еңбегі үшін сыйлап жатыр деп қараймын. Өйткені мынау адамдар бағанадай жоғары буындағы адамдар, оларға былайша айтқанда осы перваштардың осындай білім алуына, жақсы условияда отыруына әрекет етіп жатыр, еңбек етіп жатыр. Сондықтан ана перваш пока мүмкін көрмеуі мүмкін, оның еңбегін, сол үшін мен по дефолту просто айтқым келмейді, ол маған әлі сыйлата алған жоқ деп ойлауым мүмкін. Бірақ менің ойымша ол ондай емес на самом деле. Ол негізі көрінбесе де ол благоны алып жатыр, ол осы пайдалардың барлығын алып жатыр. Сондықтан ол сыйлай алу керек. И көбінесе тағы да бір себебі, көбінесе бағанадай біртүрлі адамдар келеді клубтарға. Оларға осындай отсеивать етіп, осындай сен сіз деп айту керексің деген кезде олар өзінше намыстан, қойшы мен онда өйтіп жүрмеймін, брат кеттік деп сөйтіп андай қылып кетеді да, қойып кеткен онар деп біртүрлі ғой деп, сондай болып, бүйткен білемін өзім ондай адамдар кездестіргенбіз да, сөйтіп барып, қой таста брат деп, сөйтіп жүреміз да, сіз деп, бір нәрсе деп, сөйтіп кетіп қалады олар. И ол өте жақсы. Менің ойымша сөйтіп кетіп қалғаны, өйткені ол бағанада сыйлай салатын, және де сыйла салып тұрып интеллектуалды немесе бағанағыдай дебатты шынымен жақсы көретін ойнайтын адамдардың несін алып тастайды. Токсичный орта создавать етпейді, оларды дебаттан кетуіне әсер етпейді. Менің ойымша осы. Иерархия, если что, мен иерархияны қолдамаймын демедім, мен жаңағы именно жоқ сен айттың сол үшін біз нелерді сөйлеп жатырмыз. Мен жаңағы именно құрметтеу жағын айтқан едім. Жоқ, просто айтып жатырмын. Иерархия ол дұрыс, сондай қорытындыға келейік. Бірақ, кстати, қазір просто айта салайын, мен олар не істеп жүргендерін білмеймін, бірақ мен байқағаным парасат өзгеріп жатыр. И үлкендерге олар аға деп сөйлеуге тырысса да, сіз деп, бірақ вот Сания, там, всякие вторашты жастарға, перваштар сен деп сөйлей береді екен парасатта, кстати. Типа, уба деп па, сөйтіп уба деп айтады, еще прикол уба. Опанды ұлғалар деген аты бар. Вот, в общем, сондай, бірақ олар қалай жасап жатыр, оларды неге сыйлайды, ондай механизмдарын білмеймін, поэтому айтып бере алмаймын. Бірақ сондай болып жатыр клубта. Клубизмге қалай қарайсыңдар? Сходу ма? Сходу, клубизм. Жауап бәрінікі бірдей болады шығар. Ол егер клубизм басқа клубтарға қарсы болмаса, төмендету болмаса, ол клубизм өте жақсы. Біз қалай отличать етеміз осыған ойланып көрейікші. Қалай отличать ете аламыз басқа клубқа әсер етпей, ол өзімізді дамыту деген, өзімізге әсер ету деген секілді. Себебі мысалы клубизмда белгілі бір клубизм жасап жатқан кезде сенде по-любому белгілі бір факторлар болады, андай мысалы оратор или парасат деп айқайлау, намат деп айқайлау, осындай сияқты нәрселер болады. Ол да бағанадай клубта итермелеуге, мотивация беруге, рухтандыруға әсер етеді. Бірақ бір шетінен ол басқа клубқа да әсер етеді ғой. Осы различияны қалай түсінеміз? Мен негізі жаңағы парасат деп айқайласа, мен оған по идее плюс-минус нормально қараймын негізі. Бірақ ол жаңағы басқа клубтардың іс-әрекетіне қатысты да, егер басқа клубтар просто бүйтіп отырса, бүйтіп бәрі бүйтіп
мәдениетті болып и бір ғана клуб парасат деп жатса ол маған ұнамайды. Бірақ жалпы өйтіп айғайлау по идее норм, өйткені сен дух бересің клубқа, иә. Ол басқаларға по идее кажется етпейді. Мысалы барып реал ойнап жатқан кезде бүйтіп тәртіпті болып отырыңдар деп айтпайды ғой ешкім. Олар просто болеть етіп жатыр. Бірақ менің жатқан клубизм. Барса мен Реалдың бізге фанаттарының қырылысы керек емес қой, бірақ клубтардың арасында. Жоқ, мен именно стадионда отырып айғайлап деп жатырмын да. Бірақ кері әсер ету, мысалы ол біреу төреш болып кіріп бара жатса, мынау клубист сияқты біз мына төрешінің кіргенін қаламаймыз деп айту, ол өте дұрыс емес. Или мысалы, просто бұл ешқандай адамдарға бағыттылығын просто ойдан шығарып жатырмын. Мысалы біреу кіре тұрымға төрешілік етеді, бірақ өзінің клубына әдейі бірінші ранг береді, иә. Ұтылып жатқанын сезсе де мен балаларым жеңді деп типа сондай сияқты. Оны әдетте ол тренда байқалады, немесе білмеймін тағы қандай кездерде болуы мүмкін. Басқа клубтарға ренжу, оларды жамандау, оларға қисық қарау, немесе өздерінің жауын ретінде сезіну тоже. Мен көп клубта барлығы емес, бірақ кейбір жерде сондай вайб болған, бірақ сендерде де ондай бар деп ойлаймын, оны скрывать етіп керек емес деп ойлаймын. Оратор мен парасаттың арасындағы жарыс, иә. Ораторлықтарға не істеу, типа оларды біз ұту керекпіз, олар біздің типа соперник деген сияқты, иә. Сендер сондай болды ма не? Өлі бізде болмады ондай. Біз сыйлап жақсы көрер едік деп па? Парасат молодец деп, бәріне сыйласын болыңдар деп үйретілді. В общем, сондай болды. И кішкене ол кейде агрессивно да подаваться етілетін еді, типа мыналарды жеңу керекпіз, мыналарды жеңу керекпіз, қалай болса да деп. Но ол дұрыс емес клубизм. Мен всегда былай айтамын. Мен андай жаман бүгін пантоваться етіп отырмын ба? Мен былай айтатын всегда. Біз клуб ретінде мықты екенімізді дәлелдеу үшін ешкімді жамандап кемсітіп керек емес деп. Егер сендерге біреу жамандап жатса, сендер үндемей просто ойында дәлелдеу керексіңдер деп. Шавкат Рахмонов болу керек қой, конференцияда үндемей отырасың да, потом клетка кіріп айырып жүресің. Вот, сондай болу керек деп ойлаймын. Маған сол негізінде Дәулетпен келісемін, бірақ бізде клубизмнің үлкен мәселесі бұл жалпы ол одан кейін ақыр соңында токсичность өте қатты көбейтіп жібереді. Яғни сен бір клубтан жау жасайсың, немесе екі клубтан жау жасайсың. Одан кейін оны көрсете, солай кейбір адамдар ол клубтарда осылай сендер оларды жеңу керексіңдер, жас буын ретінде дәлелдеу керексіңдер деген неше түрлі әңгімелер болып кететіні маған ұнамайды, және ондай болмау керек деп ойлаймын. Бірақ здоровый, дұрыс клубизм болса, ол ештеңе етпейді. Яғни сен жалпы жақсы ойнауың керек, осы турнирда жақсы көрсетуің керек, өйткені ол клубқа әсер етеді деген сияқты бір ойлар болса, олар болғаны жаңағы рухтандыру деп айтты ғой, сол сияқты мен оған жақсы көзқараспен қараймын. Бірақ осы тендерде әсіресе көрген нәрсем бұл жалпы бір адам немесе бір төреші міндетті түрде бір клубқа дауысын береді деген сенімдерді тарату, яғни басқа өздерінің қасындағы адамдарына немесе клубтастарына айту, соны үнемі әңгіме ету, одан кейін неше түрлі қылықтар жасау бұл өте дұрыс емес, өйткені одан кейін ешкім бізге төреші болып келмейді, сендердің жас буындарыңды ешкім ешқашан төрешілік етпейді, кері байланыстарын бермейді, олармен сөйлеспейді. Ондай, яғни ұзақ перспективадағы мәселе создавать ету менің ойымша дұрыс емес. Бірақ осы тайында байқадым, және оған сондай өкінішті болды сондайға қарау. Негізі менің ойымша клубизм костер ғой, типа сен пятиконтрольсын условно от жағып жатсың. Ол дәл от секілді, ол саған керек өмір сүруің үшін, клубтың өмір сүруі үшін ол керек. Сен тамақ жейсің, оны жағып жылынасың. Но егер де оны дұрыс бақылай алмасаң, андай жан-жағына тастарды қойып отпасаң, барьерлер тастарды қойып отпасаң, ол өртеніп кетеді, сені өртеп жібереді. Сондай аналогия, ең жақын аналогия келді ғой ма, отқа келген секілді. Себебі шынымен де егер де біз клубқа қатысты бізде белгілі бір символика болмаса, оған деген привязанность болмаса, біріншіден алаңниктерге дайындамайды, тренерлерге дайындауға желаниясы азаяды. Себебі бізде студенттік кезде әсіресе өмірде шешу керек мәселелеріміз өте көп. Бізге жұмыс табу керек, бізге тағы да басқа өзінің жеке отношенияларымыз бар. Осы кезде клубқа келіп дайындап үлес қосуға тигізетін ең басты нәрсе ол клубизм, сенің клубыңа деген махаббатың. Осы нәрсе болмаса, ондай адамдардың саны азаятын еді. Балаларға да қатысты жалпы ол өте керек нәрсе, адамдардың дайындалуына, бірге болуына, тағы да басқа. Екінші нәрсе, ол егер де сен оны дұрыс бағалай алмасаң, сен білмейсің ғой оны сен қандай екенін. Мысалы, сен тұрып адамдар қалай сезінетінін де білмейсің. Арадар дәстүрден жоғары деп айқайлап отырсам, ол біреуден оскорбиться етіп қаламын, оскорбиться етпей ма, мен білмеймін да. Сондықтан осы үшін ол адамдар тұрып ертең одан да қатты парасат деп айқайлап кетуі мүмкін да. 3-4 парасат деп па.
жалпы иә ол өте қиын, сол үшін де оны солай қабылдау керек секілді, жалпы от секілді. Жалпы, короче, барлығын от жағып үйренсеңдер тасып қойып. Но по идее как будто клубизм болмаса клубтар в принципе қазірге дейін өмір сүрмейтін сияқты, иә. Өйткені сен қанша уақытыңды құртып, мысалы студент кезінде президент боласың, координатор боласың, тренер боласың. Бұның барлығы сенің клубқа деген махаббатының ғана әсері. Сен өз-өзің үшін ешқашан президент болмайсың ғой. Ол рас. Сен өз-өзің үшін тек қана дебат ойнайсың и все. А басқа администрация оның барлығы клубизмнің пайдасы ғой. И плюс қазір алаңниктер бар бізде клубта, олар мен өзім де білмеймін, кейде ақша береді клубқа, үлкен жақсы суммада ақша береді, турнир ұйымдастырыңдар деп, балалар выездға шығып келсін деген сияқты. Поэтому клубизм ол тема нәрсе, по идее. Жалпы бізде қорытылып айтатынымыз, құрметті тыңдарман, дебатерлар, клубизмді анықтау өте қиын, контрольда ұстау өте қиын. Өйткені оны білмейміз, бағанадай біреу ақылап жатқан кезде біреу оскорбиться етіп қалуы мүмкін, біреу тағы да басқа болуы мүмкін. Сондықтан оны көрсететін кезде, істейтін кезде, тағы да басқа болатын кезде әрқайсымыз өзімізге жауапкершілік алып, өте бір тиянақты болайық. Себебі сол кезде ғана біз өзіміз ортамыз токсичный болмайды, өзімізге барлықтарымызға жағымды болады, және де бірін-бірімізбен қарым қатынасымызда ешқалайда үзбейтін боламыз. Сондықтан өз клубтарыңызда да осы нәрсені таратыңыздар, біздің подкастты жіберіңіздер, лайк басып, подписка деп кеткен ба, жарайды, ойнап жатырмын. Жалпы осы клубизмге байланысты біздің айтатын қорытындымыз осы, өте қатты абай болыңыздар. Бірақ қазір жақсы тренд байқадым клубта, клубизмдік емес, ол кейбір тараштар, пирожтар бұрыннан оймайтын, бірақ қазір алтын айдың фанаттары көп клубта. Кейбір маған ашық келіп айтады, Дәулет аға дейді, сізді чинаймен астынан жинет деп ойлаймын бүгін деп. Ол может жақсы ма, білмеймін, жаман ба, но прикольно, сондай бар екен. Одан кейін клубизм қатты болғанда басқа клубтармен араласуда төменірек болады сияқты. Өйткені біздің кезімізде, біз жас буындар турниріне барған кезде басқа жас буындармен мүлдем араласпайтынбыз. Біз бір румда ойнап, шыққаннан кейін өздеріміздің ғана жас буындарымызбен сөйлесіп, немесе аға буындарымызбен. Ол негізінде өте жаман, өйткені одан кейін ол бәрібір сенің бір поколениең, басқа турнирларда көресің, олармен ойнайсың, бірақ сондай бір конфликттер немесе онша ыңғайсыз моменттер көп болғандықтан сол маған ұнамайтын клубизм кесірінен. Бірақ клубизмсіз ақты жас буындарға мотивация бере беруге болатын сияқты әлі де жеңуге. Агрессивно. Кстати, да, қатты клубқа клубист болмаудың плюсы ол әріптестер, кстати, еще. Мысалы, мен енді былай просто навскидку айтсақ, менің ең күшті әріптестерім ол мысалы Чинамен ойнағанда, Алтынаймен или Саматпен ойнағанда жақсы ойындар көрсетеміз, олар ешқайсысы мысалы парасаттық емес, иә. Парасаттан да бар жақсы әріптестерім, Айдана, Айдын, Асыл сияқты, иә. Но в общем солай. Бірақ егер де мен қатты клубист болсам, жаңағында тек өз клубыммен сөйлесіп, тек қана парасат деп жүрсем, мысалы мен навряд ли гранд турнирлерді ұтатын едім, иә, КК или Инукап сияқты, или Қарағанда 4-ші ранг деген сияқты. Вот. Клубтар кризиске ұшыраған кезде, айтып отырмыз ғой, кейбір клубтар кризиске ұшырап жатады, иә. Сол кезде қандай кеңес бересіздер, қалай шығып кету керек? Құрметті президент мырзалар мен бас төреші деймін ғой, бас тренер мырзалар. Қалай ойлайсыздар? Мысалы, клубтарда мысалы не жетіспей жатады? Клубқа ресурс жетіспей жатады, жас буындары әлсіз болып жатады, сондай болып жатқан кездерде. Қалай кеңес бересіздер? Не жөндеу керек? Білмеймін, маған қиын андай административті тұрғыда не істеу керек екенін айту. Білмеймін, мен қалай клуб кризистен шыққанын айту қиын маған. Бірақ, возможно, бәлкім клубтарға мен ойлаймын жеңістер керек в любом случае деп. Клубта жеңістер болса, кубоктар болатын болса, ол қатты іштей қуантады. Мен есімде бар, мен бірінші курс кезімде көшпендер көкшегенді супер патолог турнир деп бізге айтады. Ол солай ғой, жақсы ең мықты турнирлердің бірі. И соны мысалы Еркебұлан Қуанбай жеңген кезде ол кәдімгідей сені не істейді андай. От қып жағады іштей, о, мощь деп. Мен де осындай клубқа пайда әкелгім келеді деп. Бірақ менің екінші курсымда парасат жыл бойы ішінде бірде-бір гранд турнир ұтпады, вообще ештеңе ұтқан жоқ екінші курста. И сол кезде қиын да клубта балаларды ұстау. Біздің клуб мықты деп, келіңдер бізге деп айтасың да. Бірақ ешкім ештеңе ұтпайды. Ұтамыз ертең, кезінде ұтқанбыз деп.
кезінде кезінде қандай ағаларымыз болған ба. И сол үшін кризистен шығу үшін вот осындай білмеймін енді менікі рас па білмеймін, просто менің тәжірибемде солай. Потом келесі жылы біз өсіп қалдық, мысалы мен, Олжас, Айдана машина болып кетті вообще. И біз кубоктар ұтып бастадық. И сол да кішкене іштей от жақты да, мысалы там Сания, ол кезде Әйгерім, Ару дегендер, вот Асимай, олар тоже біз сияқты кубок ұтсақ, клубқа бір нәрсе әкелсек деді да. И сөйтіп жыл сайын жай мықты ойыншылар пайда болса. Амангүл шықты сөйтіп, потом сөйтіп ары қарай шығып, и клуб жаңағы клубтың жеңістері как будто жақсы, өйткені сенің көз алдында жүреді отырыстарда условный Олжас. Потом ол барады да, Астананың бәрі топ-чемпион ұтып кубок ұтады, и сен тұрып, вау, мынау идентифицировать ете аласың да өзіңді жақын осы адаммен. И сөйтіп кризистен сенесің бұл клубты мықты екеніне. Ал жаңағындай екінші курстағыдай дәм кубок алмай отырсаң, біз мықтымыз деп, ұят екен кәдімгідей. Поэтому, кажется, жеңістер керек шығар, білмеймін. Менде Дәулеттің ойымен дәл солай ойлаймын. Біріншіден, базовый заттар шешілгеннен кейін, там кабинет, там тағы да басқа, ары қарай ол кезде саған уже академиялық нәрселер шешу керек қой. Қаншалықты сен дұрыс білім бере аласың, қаншалықты балаларды дұрыс үйрете аласың, тағы да басқа нәрсе. Біздің ораторда да кризис болған кездерде, осы кезде шынымен де бағана Аса айтқандай, бір адам ешқашан өзінің энергиясы жетпейді, ол нәрселердің бәрін шешуге. Менде қатты выгорание болған сол кезде Ақылжан мен Аслан кәдімгідей сол кезде, сол қиын кездерден шығарып алып келген, сол кездерде Аслан мен Ақылжан. Сол кезде бәріміз бірге қосылып, біріншіден шынымен де жеңістер алуға тырыстық, на личном примере көрсетуге тырыстық. Біз де жақсы дайындалсаң, жақсы үйренсең, ол кезде айтып отырмын, ол кезде наматтың қатты доминациясы бәрі қорқатын, наматтан, Назарбаев университеті доминация. Біз сол кезде на личном примере көрсетуге тырыстық. Егер сен дайындалсаң, үйренсең, жақсылап, сен кез келген адам жеңе аласың деп көрсетуге. Еще жақсы андай оправданиялар бар еді, олар да просто 24/7 дайындала алады. Олар еще английский біледі, если че, английский раундтарды көріп келе салады. Солай бірінші на личном примере көрсетуге тырыстық, қорықпай дайындалып, оларды жеңуге болады деген секілді примерде көрсеттік. Екіншіден, Аслан мен Ақылжан жатып алып дайындайтын балалардың барлығын оларға еще көп мотивашка береді. Мен мотивашка жақсы бере алмаймын, мен қуып бір нәрселер айтамын, бірақ Аслан мен Ақылжан өтірік айтады негізі, ерінеді да просто, берсе береді. Ақылжан андай Ақылжан білесіңдер ма, пысық адам андай бір-бірлерін тістеп, клубтың ішін ұйымдастырып, біреулерге звондап ұрысып сөйтіп жүреді. Аслан келіп мотивация беріп, тренинг өтіп, так, давайте бүйтейік сөйтейік деп жүреді. Жалпы біздің осы триомыз негізі маған өте қатты ұнайды, командалы ретінде қалай жұмыс жасағанымыз, бірге жасағанымыз. Жалпы в целом сол нәрсе балаларға на личный примере көрсетіп, оларға дух беріп, оларды не только популистік духтар беріп қана қоймай, шынымен де реально академический білімдер беріп, результаттарды көрсетіп отыру керек деп ойлаймын. Мына жерге бір ғана ой қоса салайын. Айтатыным, бағанағы айтқандардан, әрбір адам өзінің вклады бар екенін сезу керек. И сол үшін олар ответственность алу керек. Клуб кризиста ма, сен не істей аласың, соны ойлан. Және де сенде миллиондаған ответ табылады, егер сен клубың шынымен кризиста болса. Сен суицид ете аласың. Бүгін бара аласың, хотя бы отырып кетесің, атмосфера создавать етеді. Сен барып өзің дайындала аласың, ойнай аласың, көрсете аласың, тағы да басқа. Сондықтан әрқайсысың, егер өздерің клубтарыңа көңілдерің толмаса, немесе ойлансаңдар, қазір біз кризистеміз деп, шығуға себепші ол сенсің. Мен ұйымдастырушылық жағынан көбірек айтсам, бірінші мен ойымша аламниктармен қарым-қатынасты көбірек ұстау керек, яғни және сол қарым-қатынасты ұстауға тырысу керек. Жалпы өйткені мен президент немесе координатор болған кезде, болатын кезде бірден білдім, өзім үшін егер бір көмек керек болса, менде үнемі қасымда, яғни көмектесетін аламниктер, аға буындар бар екендігін, егер маған қатты төрешілер керек болса, немесе бас төрешілер керек болса, оларға жазсам, олар 99% келісетіндігін түсінетін, және бұл маған өте үлкен көмек болды. Яғни кризис, мысалы, онлайн кезінде әсіресе ресурстар жетіспей жатса, төрешілер жетіспей жатса, соларға жаза алатындығымды білдім, және солармен қарым-қатынастау мен үшін маңызды сияқты болып көрінеді координаторларға, әсіресе администрацияға, сондай. Бұл бірінші. Екінші, бұл кері байланыстың үнемі болуы, яғни клуб мүшелерінің
не ойлайтындығы туралы, осы кризис туралы немесе жалпы кез келген мәселе туралы мен өзім кезінде үнемі Google форма ашып қоятын, яғни егер бір анонимді түрде бірдеңе жазғысы келсе, бірдеңе ұнамаса, сол Google форманы толтырып бізге айта алады, яғни біз әкімшілікпен қарастырамыз, бірдеңе жасаймыз, осы мәселелерді шешуге тырысамыз. Немесе кез келген адамның жеке сообщение жазуға, немесе осы университетте көрісіп, сол туралы сөйлесуге үнемі ашық болатын. Біз бұл кері байланыс өте маңызды деп ойлаймын. Және үшінші нәрсе, бұл клубта ішкі кризистер болған кезде, немесе сыртқы ішкі бәрібір деп ойлаймын, бұл менің бір ойым болды, үнемі жас буындарға енді дебатқа келген кезде ол кризистерді көрсетпеу, яғни егер ол кризистер біздің мысалы арамызда болып жатса, немесе аға буындардың арасында болып жатса, ештеңе болмаған сияқты әлі де отырыстарды жүргізе беру, яғни оларға әлі де тренингтерді беру, воркшоптарды беру, отырыстарды ешқашан алып тастамау, яғни келесі аптада болады деп айтпау ешқашан, яғни оларға барынша көрсетпей, осы мәселелерді шешу менің ойымша маңызды болған, және бізде кейбір сондай моменттер болды, біз олармен осы арқылы жақсы жұмыс жасадық деп ойлаймын. Және жалпы ғаламниктер туралы айтып кеттім ғой, сол кезде сенен тәжірибесі көбірек адамдарға көмек сұрап соларға жазуға ешқашан қорықпау керек деп ойлаймын, өйткені олар бәрібір де біледі не істеуге болатындығы, немесе білмесе де бір-екі нәрсе, бір-екі жақсы ой айтып кетсе де, ол үлкен көмек болуы мүмкін. Мысалы, мен онлайнда президент болғанда, немесе маған кейбір өзім күтпеген жағдайлар болған кезде, клубтың ішінде әсіресе үнемі Аслан немесе Нұржанға жазатынмын, осындай нәрсе болды, мен не істеуім керек, қалай ойлайсың деген сияқты. Олар үнемі маған жауаптарын береді, одан кейін мен ол жауаптарды салыстырамын, қалай болып жатыр деп ойлаймын, одан кейін бір шешімдер шығарамын. Сондықтан осындай тәжірибесі көбірек адамдарға жазуға қорықпау керек деп ойлаймын. Және кейде жас буындар қорқады жазуға, өйткені яғни олар маған жауап бермейді деген сияқты ойлар болуы мүмкін, немесе координаторларда, бірақ ол дұрыс емес деп ойлаймын. Иә, кез келген аламник өз клубын жақсы көреді, әрқашан дамуына үлес қосқысы келеді ғой. Осы жерде сұрақ қойып кете салайыншы, аламниктің рөлі қандай клубта? Қаншалықты қандай рөл ойнайды, мысалы? Қаншалықты тренинг өтетін ба, жүру керек па, бастан аяқ, қалай деп ойлайсыңдар? Мен өзім ойлаймын, сен аламник болғаннан кейін жауапкершілікті өзіңнен төмен адамдарды сезіну керек деп ойлаймын. Сол кезде жауапкершілік бәрін өзіңе тарту қажет емес, сен өз кезіңде болдың. Одан бөлек сен уже аламниксің, сен университет бітірдің, сенде енді шынымен де басқа мәселелер көп қой өмірде шешу керек. Соларға уже акцент қою керек деп ойлаймын. Ал пікірсайыс клубтағы бағанағыдай егер сен өзің жауапкершілікті алсаң, сен басқа адамдардың да сол бағанағы школадан өтуге мүмкіншілігін алып тастайсың ғой. Ол мүмкіншілікті алмау керек, олар да сол қиыншылықтарды көру керек, сол қиыншылықтарды басына өткізіп. Олар жылап жатса ше кеш деп. Ол жылап жатса, жыласаң жылай бер деу керек секілді ше. Но бірақ андай шынымен де бір кеңестер керек болса, кеңестер беру керек. Былай жасасаң болады, былай жасасаң болады. Бірақ келіп өзің сол нәрсені шешіп, араласып жүру керек емес деп ойлаймын. Сен жай былай сторонний наблюдатель ретінде ғана бір кейбір кеңестерді беріп қойып, там білмеймін, бір патиялар ашып жүріп жатса, ақша жіберіп сондай бір кейбір көмектерді жасау керек шығар. Былай. Но бірақ қатты араласудың қажет емес деп ойлаймын. Жоқ, кейбір аламниктер бар, мысалы, белсенді түрде клубқа барғысы келетін, там олар может араласу керек шығар, бірақ қандай аламниктер болады, клубқа дым қатысы жоқ, 2-3 ай келмейді клубқа, и бір моментте келеді де, и тұрып, сендер не істеп жатсыңдар деп, ситуацияны ешқалай білмейді да, бірақ бір нәрсе түзеткісі келіп ана жерде өзгертіп, вот ондай болмау керек деп ойлаймын. Егер де қатты клубта жүре бергің келсе, ол сенің таңдауың болса, может быть араласу керек, бірақ сонда да сен айтқандай президенттерге, корттарға уже билікті беру керек деп ойлаймын. И жай ғана көмек сұраған кезде бір мүмкіндігінше көмек беруге тырысу керек. Бірақ ол да шектен тыс болып кетпеу керек, өйткені олар өздері де үйренбей кетеді. Мен мысалы қазір клубқа көмектеспеуге тырысам, өйткені біріншіден басқа шаруалар көп, сен айтқандай, екіншіден мен де просто ойлаймын, не болса да олар өздері үйрену керек уже. И негізі ол жұмыс істейді, жақсы. Бізде шынымен де 4-ші курс болғанда әсіресе басқа сабақтарым көбейіп кетеді. Сондықтан мен көбінесе сол аламниктер бір тренинг берсе, сол маңызды үлес деп ойлаймын. Қазақшаға аударуға тырыстым, орысша сөз айтпайын деп. Сол тренингтер мен үшін маңызды, лекциялар, яғни сондай воркшоптар жасаса жақсы үлес деп ойлаймын. Одан кейін жаңағы менде де болған осындай оқиғалар, бір аламниктер
келмей жүріп, бірақ одан кейін клуб былай болу керек, сен былай дұрыс жасап жатқан жоқсың деп жарты жылдан кейін келіп айтып тұратын адамдар болады. Бірақ бұрын мен көмек сұрап барған кезде, мысалы жарты жыл бұрын, немесе 1 жыл бұрын ешқандай көмегін бермейтін, яғни ештеңе айтпайтын, ештеңе үлес қосқысы келмейтін адамдар болған. Бірақ одан кейін келіп осылай жаса деп айтып жатқан кезде өзіңді қызық сезінеді екенсің, және бұл онша дұрыс подход емес деп ойлаймын. Ал былай, яғни көбінесе сол дебат жағынан көмектесе жеткілікті деген сияқты. Бірақ өзім негізінде көмекті сұрайтынмын, өйткені кейбір қызық шешілмейтін ситуациялар болған кезде, сондықтан егер менен бірдеңе сұрап жатса, немесе басқа алаңдықтардан бірдеңе сұрап жатса, олар көбінесе көмектесуге тырысатындығы көрініп тұрады, және бұл тоже бір жағынан плюстары бар деп ойлаймын. Клуб деген нәрсе, бағанада айтып жатқан барлығымыз, пікірсайыс клубы мықты болу үшін керекті принцип немесе ереже қандай деп ойлайсыздар? 2 ережеден айтсаңдар. Ойбай. 2 ереже. Мен айта салайын ба? Бір пример ретінде жауапкершілік ең бастысы. Одан кейін барып жанашырлық деп ойлаймын. Мен қосатын кері байланыс, яғни ереже үнемі кері байланыс болу керек. Білімге деген құштарлық болу керек па? Әрдайым мен ойымша дамуға ұмтылыс болу керек секілді. Клуб дамиын десе, әрқайсы ол тіпті егер де ол жеке индивидуалдық даму болса, мықты дебатер боламын деген ұмтылыстар көп болса, адамдар олар бәрібір де клубтың дамуына алып келеді, себебі бәрі ұмтылады. Бағанағыдай спортивный духқа толы сондай адамдар болуға тырысу керек, көп болу керек шығар. Мен де ладно, таптым біреу. Кері байланысқа ұқсайтын шығар, бірақ бұл экстеншн деп қуатсың. Сыйластық болу керек деп ойлаймын. Ол кішілердің үлкендерге, бірақ одан бөлек үлкендердің де кішілерге сыйластығы, ол барлық клубтағы жаңағы иерархиядағы мүшелер бір-бірін сыйласа, клуб өте жақсы дамиды. Және де ұмытпаңдар, дебат ол спорт. Бөлсімерлеріңмен конкуренцияда болу керек. Кстати, андай да бар клубта кейде. Тек күштілерді сыйлайды да, андай попсовый клубтың бір попсовый персонаждары болады да, тек соларды сыйлайды да, бірақ кадрның мұсоның ар жағында жүрген сол слава сәулесінің астында жүргендер ғана сыйлайды да, бәрі ва деп. Бірақ оның сыртында жүрген бірақ өте көп еңбек ететін адамдар бар ғой. Мысалы мен жаңа тоже көп сөйлеген кезде как будто парасатты бір дынодып, мен бір өзім деп арқама алып шыққандай айтып берген сияқтымын. Бірақ менің жаңағы именно дебат тұрғысынан клубты дамытуға қосқан үлесім тек қана менің қасымдағы администрацияның арқасы, өйткені олар жаңағы кабинет алып беру, медиа освещение, балалармен сөйлесу, соның барлығын жасады да. Мен менің басым тек қана қалай балаларға дебат үйрету керек, сонымен ғана қатты да. И вот осы адамдар тоже сыйлау керек. Кейде клубта адамдар андай таңдап сыйлайды, ол да болу керек. Абсолютно барлығын сыйлау керек. Бізде, сол администрация өте маңызды деп ойлаймын, өйткені бізде жаңағы кризистер туралы сөйлестік қой, кризистер болған кезде сол адамдар менімен бірге болып, соның барлығына өздері шешкісі келіп, сондай ынтасы болғандықтан ғана біз сол кризистерден өттік деп ойлаймын. Өйткені егер олар мені, мысалы, маған жауап бермей, менің сообщенияларымды оқымаса деген сияқты нәрселер болса, онда, скорее всего, біз көбірек проблемалармен кездесуші едік, сондықтан еще мотивацияңызды өші жерде көмектеспей жауап бермей. Сондықтан әкімшіліктің орны өте маңызды деп ойлаймын. Мен өзімнің администрациямды өте қатты жақсы көремін. Сонымен, онда бүгінгі біздің, менің ойымша, подкастымыз осымен тәмам. Өте внутриковый такой. Дебатер бар үшін, возможно, қызық. Пікірсайысшыларға үлкен көмек болады дегенде үміттеміз. Көпшіліктеріңізге қызықты болған шығар. Алтынайға үлкен рахмет, келісіп, бізге келіп, өзінің ойын білдіріп, тағы да бір рет өзі басқа пікірсайысшылар үшін краш болып қалып жатқан шығар. Солайша барлықтарыңызға үлкен рахмет білдіреміз. Аслан, нені айтып кете салайық та, орысша сөздер есебін. Орысша сөздер есебін айтып жіберсеңдер. Орысша сөздер есебі Бағдәулет санады. Сонымен ең көп әділетсіздік болады. Ең көп орысша сөз қосқан бізде Дәулет. 40 орысша сөз қосыпты. Ура, мен емес. Алтынай жақын болыпты 37 Осы подкастқа келген кезде барынша қазақша сөйлеуге тырысам деген оймен келгем негізінде. Өте жақсы сөйледің қазақша. Рахмет. Күшті болды. Біздің қазақ тілдік подкастымыз осымен аяқталды. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сау, саламат болыңыздар.
не болды Ура! соңында подписаться лайк Ештеңе өзі Подписаться, лайк. осы дұрыс жерде